Сыр жобасы Айшолпанмен сіздің қалаңызда. Барлық ақпаратты төмендегі сілтеме арқылы біле аласыздар. Теміз. Күтесің. Күтесің ба? Мені күтесің ба сен? Баршаңызға сәлем, ұлдар, қыздар, кеш жарғы Алматы қалайсыздар? Қайырлы кеш, қалдарыңыз қалай? Қош келдіңіздер, сіз отыра беріңіз солай, осылай әдемі. Осылай отырасыздар. Аха, осылай әдемі. Қош келдіңіздер. Сәлеметсіздер, қалдарыңыз қалай? Ал, бір отырғызыңдар ғой. сәл күттіргеніміз үшін кешірім сұраймыз. Шашты бюролау оңай емес, ұзақ уақыт алды. Химия жасатып, ұзақ уақыт алып қалды. Бұл жерде кімдікі өзінің шашы табыңыздар. Кімдікі? Менікі табиғи. Кімдікі бюра, өзіндік бюра. Менікі табиғи емес пе? Сіздікі табиғи, менікі. Жоқ, негізі менің шашымды бюралады негізі. Қош келдіңіздер. Аға, жеңге, көргеніңізге өте қуаныштымыз. Бұл сыр жобасы Қазақстанда Green Flag, Red Flag пәтуа беру орталығы. Жалпы сыр бағдарламасы махаббатқа қатысты неше түрлі көзқарастар, ойларды қызық взглядпен талқылау сұрақтар деген секілді сол осы жобаға сіздерді арнайы жұп қонақ қып шақырдық. Шақыртуымызды қабыл алғандарыңыз үшін көп рахмет. Сіздерге рахмет, шақыртуларыңызға. Рахмет. Сіздердің алдарыңызда таныстыруды қажет етпейтін Нұржан Керменбаев және Назерке Керменбаева. Қош келдіңіздер. Қазіргі таңдағы біз білетін, сіздер енді көп көрмейміз, бірақ мен өзім енді білем, жақсы жұптардың бірі ретінде. Болып жүре беріңіздерші. Қазір қорқатын болдық қатеді. Жақсы жұп болып жүріңіздер. Көстемесін әрине. Бірақ біздің осы сыр жобасында кейінгі кездері көрермендеріміз отбасылық жұптарды көбірек шақырыңыздаршы, тыңдайық әңгімелерін деп өтініш білдірген болатын. Сол себепті өтініштеріңізді орындап жатырмыз. Біз бір-бірімізді таныстырмаймыз, таныстырайықшы кішкене профессия. Бұл Жансая, менің... Бұл Гала. Қысқартысың. Бұл Жансая менің ең жақын дико досымды менен арандатқан, алыстатқан. Тартып алушы. Университеттегі досым общага қаласың бедің ғой сен мен. Біз алыс отырғызған ғой еше күні, барынша. Барынша жақынданбасын жасы бойдаққа деп. Дидар және... Бірге оқып, бірге арғарай қол ұстасып, бала кезден ауылдан... Ұсталағансың ғой. Мен қол ұстаспай қалдым. Мен қартық болып қалдым. Кеткен жақсы бала екен ғой, сен сияқты жүре береді сияқты. Бірақ менен кеткен дұрыс. Сен енді көп жүріп қалдың, енді көп жүре бермейді. Әне сразу бірден басталды. Что за буллинг, что за буллинг? Бас қыздар жүр. Бойда буллинг ба, не бірдеңе сен? Бойда буллинг. Күшсіз ғой бойда буллинг дейді. Бойда буллинг сенкі. Қазақтың... Сіздер неше жаста үйлендіңіздер? Аға, Назерке? Мен үйленген кезде 25 жаста болдым, Назерке 19-да болды. Демо? 19 жасында, енді негізі расымен де оқығанбыз. Біз біраз жерлерде айтып жүрміз ол дүниені, бірақ қайта айтсақ та болады. Біздің көрермен капюшон киетін басқа біздің көрермен. Негізі расымен біз таныс емес едік, біз мүлдем бір-бірімізді танымадық. 3-ақ рет кездесіп алдым. Үйлендік. Енді ол мен негізі оны айтардан бұрын бір кішігірім байқау керек. Бұл негізі кеңес емес. Кейбіреу расымен кеңес деп қабылдап қалады екен де, ол біздің өмірімізде, тағдырымызда солай жазылған екен, солай болған екен. Бірақ бұны мен ешқашан біреуге 3-ақ рет кездесіп ал деп ешкімге кеңес айтпаймын. Жоқ, әбден келген сияқты бұратын. Жеңге? Дома не повторять. Тура солай ғой, расымен өйткені оңай болған жоқ дейсіз. Бастапқы кезде, ең бастапқы кезде бір 2-3 жыл біз танысу процесі болды ғой. Ауған, то есть енді оны көтере алатындары бар, шыдайтындары бар, шыдамайтындары бар деген сияқты. Сондықтан кеңес берген сәл
Ред флаг етін ол кезде. Қазір ред флаг. Ред флагтау едім, ол кез мойындаймын. Жеңгем сөйлесінші. Жеңгелерің айтып Гринға отыр. бір соңғы Грин бір өзі грин қылып алды деп айтсақ болады негізі ше расымен де. Өзі тәрбиелеп алды, қазір осы кісінің тәрбиесіндеміз. жоқ бірінші адам күйеуін тәрбиелеп алған еще ол кісі өзі мойындап отыр осы кісінің тәрбиесіндеміз деп. Жоқ, расымен негізі неғұрлым еркек қауымы жалпы әйел адаммен таласпай ол бір болады ғой, бір скрытый бір пульт болады негізі басында. Кім басында деген сияқты. Война, андай бір. Ол бір ментальный болады, эмоциональный болады деген сияқты. Сол тұрғыда тезірек неғұрлым еркек беріле салса, мына пульт сенікі дей салса, негізі барлығы өз орнына келеді негізінде. Өйткені бірақ пульттың батарейкасын сіз саласыз ғой. Пульттың батарейкасын сіз саласыз ғой. батарейкасы өзіңде болады. Дұрыс айтып отырсың, бірақ жоқ, бұл әзілсіз, расымен де еркек қауымы әйел адамды ешқашан жеңе алмайды. Неге? Өйткені олар әлсіз жан ғой. Ол әлсіздігімен сен оны жеңе алмайсың. Не по правилам. Қана көну арқылы, жаным деп сипалап, уқалап, сенікі дұрыспен ғана жеңе аласың. Жоқ, расымен ол сондай бір тактика келдік деп айтсақ болады. Сол кезден бастап өз ақырында барлығы өзі дұрыстала бастады. Орнымен, уақытымен. Аллаға шүкір. Нұреке бірінші қонақ қой, сразу әңгіме кетті. Иә, бірден. Негізі программаның соңында айтатын әңгіме емес. Басынан айтып Отылдым деп кіріп келдіңіз ғой. Қазағым жігіттер ай, не болып баратсыңдар? жоқ, былай ғой. Бойдақтан жалғыз қалдым. Берілген жоқ, Жоқ, Жеңгемізге сөз берейік. түбі келесің. Түбі ма? Зачем уақыт сразу келе салу керек қой? Бәрібір берілесің. Болды, Кешір деп. сразу кешір. Андай бір әзіл бар негізі, үйленбегендерге лайфхак. Кешірші деп айта аласың ба? Кешірші деші. Иә, кешірші. Болды, сен дайынсың, үйлене берсең болады. Әдемі. Лайфхак қой, Айт, расымен. кешірші маған ал. Дайын емессің сен. Иә. Кешіріңдерші, артық. Кешіріңдерші емес, кешірші де. Барлық қыздардан кешірім сұраймын деші. Барлық қыздардан кешірім сұраймын. Білмеймін не үшін екенін, бірақ кешіріңдерші. Болашағым үшін кешіріңдерші, пожалуйста. Күшті лайфхак қой. Күштіреген, Жоқ, ол иә. Қамашып тұрғандарға, оразаларға нәпсісіне ауырт еді екен, әдейі бүйтіп көрсетіп қойса. Алдында айтып едім, сәл ерте бекітіп едім, ерте аша берсем бола ма деп. Жей берген болады. Донер Абай біздің осы шығарылымның демеушісі, Иә. Рахмет Донер Абайға. Донер Абайын жеп жүрсіңдер ма? Алматылықтар жейсіздер ғой, бар бе? Күшті да. Қарап отыр. Бастықтар қарап отыр. Күшті деп жатыр. Так, иә. Таныстық жайлы, жаңа 3 рет кездесіп деп. 3 рет кездестік. Бірінші былай болды, оның басынан оқыған енді айтты. Бөліп айтыңыздар болмаса. Назерке, сен айтсаң болады. Или екі түрлі версия бар ма сіздерде? Жеңгемнің взгляды. Екі түрлі болып келуі мүмкін. Әркім өз жағына бұрып алуы мүмкін. Басында таныстығымызды интервьюға шығып жүрген кезде мені көрсетпей жүрген кезінде андай басқаша қылып жеткізетін да. Істемейтін деп ойлап қалдым оны. Біртүрлі қыз деп ойлап қалдым оны. Менікі вообще ішкі ниетім мүлдем басқа да. Енді бұл кісінің өзін қабылдауы мүлдем басқа болып қалған ғой енді ол кезде. Енді мен шыны керек дуалап алған жоқпын, маған сол кезде айтады да, сен дуалап алдың, немесе артынан өзің қалмай жүгіріп жүріп үйленіп алдың деген сияқты жазады да. Маған әлі күнге дейін айтады, өзің артынан жүгіріп жүріп үйленіп алғансың деп, дуалап алғансың деп, ондай ештеңке болған жоқ. Жеңге ол классика ғой, кез келген әке сөйтіп айтады, ой, мамалардың артынан жүгіріп жүріп. Жоқ, оны оқырмандар жазады деймін да, оқырмандар маған сөйтіп жазады, дуалап алғансың деген сияқты. Кейбір оқырмандар жазады. Мен кезінде Назеркені дуалап алғансыз деп ойлаймын мен. Бір көргеннен құлақ қалған ғой, мойындамайды, бірақ бір көргеннен ғашық болғанын мойындамайды енді. Мен былай болады оқиға. Сіз бір көргеннен ғашық болдыңыз ба? Иә, былай болады оқиға. Басын айтып берейін. Жоқ, сіз жаңа кешірім деген сияқты айтып отырсыз ба? Мойындаймын деп айтыңызшы. Мойындаймын. Былай ғой, Тараз қаласында концерт болады, Баласы қанатында үлкен концерттің залы бар, соған бар жатырмыз, аварияға түсеміз. Жолдан қыс болады, кочкадан бүйтіп, тесіктерден қашамыз дейді да, жолдас бала бүйтіп рульді резко бұрып қалады. Сонымен жолдың обочинаға шығып кетеміз, барып қарға соғыламыз, тоқтаймыз. Сонымен ар жақта арманилар кеш жүргізеді олар. Арманилар Тараз КВН командасы, олар дос болар. Ар жақтан енді видео жүріп жатыр. Ар жақта халық деген хаос уже 7-тен асып кетті, біз әлі келген жоқпыз.
сағат 9-да басталатын болды концерт. Біз 2 сағатқа кешігіп келдік, бензин жетпей, сондай бір оқиғалар болды, происшествиялар деген сияқты ЧП болды. Сөйтіп, оның бұның да бір қайыры бар шығар деп енді ойладық. Жігіттер алла разы болсын 5-6 машина болып тоқтап, біз көмектесіп шығарып алды, үлкен нелермен, бір көлік есімде жоқ. Трактор, КамАЗ деген сияқты. Сөйтіп амал жасап шығарып алды. Сонымен неге концерт залы жетіп концертті кеш бастадық, кеш аяқтадық, сағат 9-да басталды, 11-де бітті. Уже барлығымыз жолдан шаршағанбыз, неміз, бірақ бір кезде Армани келіп тұрмаған. Армани айтады, саған бір қыз, бір туған күнім кеше болған, мен 17-сі болды. Или сол күні ма? 23 февраль деген ақпан ба? 20 ақпан болды, бір апта бұрын болды. 17 ақпан мен туған күнімді. Бір апта бұрын мен туған күнім өткен, соған бұл кісі сыйлық алып келіпті. Сол Арманиға айтып, Нұржанға бір сыйлығым бар еді. Сөйтсем, мынандай қолдың мүсіні ғой, дұға етіп тұрған. Осындай мүсін. Сол мүсінді алып келді. Сонымен сол жерде таныстық, рахмет айттым, алғыс айттым. Сосын енді ол жақта енді суретке түсетін жандар, қыздар, жігіттер жүреді ғой енді. Сол айналасында бұл кісі өте қатты активный болды да, андай бір жанынан шықпай қойды. Шықпай қойды деймін. Екінші тарапты тыңдайық. Екінші тарапты тыңдаймыз. Ондайға біз жақсымыз. Тараздан мен әпкем жылыңыз қай жылы? Көрдіңдер, ұрып жатыр мен. Мен 18-демін қазір деген. Үйде де осылай депші. Әпкемді қорғаймын мен, короче. 95-пін ғой. Құрдас. Давайте. Әпке құрдас. Екінші тарапты тыңдайық. Жасымды айтпайын жем, айта салдым ба? Жеңгемді қорғаймын, айтын сіз қалай айтып болғанын білмей алдым ба? Мен негізі былай болды. Мен Нұрекенің прям қатты тыңдайтын фанаты болдым деп айта алмаймын. Басында ондай болған жоқ, шын айтамын. Ол кезде басқа нормальный әндер болды ғой? Тыңдаймыз. Жоқ, андай болды бір өзі аллада ой салады ғой, негізі жайдан жай ондай ойлар келмейді деп ойлаймын. Бізде негізі Нұреке суперстарға қатысқан жылдары мен 3-ші класс оқимын, мектепте оқимын ол кезде. Ол суббота воскресенье ма бір болатын передача еді ғой, суперстар. Үлкен ауқымды жоба болатын, бүкіл Қазақстан оны көретін. Соны үйде бізде туысқандар да қарайтын. Енді мен ол кезде сабақ оқимын, бірақ бәріміз жиналып қарайтынбыз. Сол кезде қатты осы кісіге жанкүйер болған біздің. СМС жібердік қой, біз теңге білесіз бе? Сіз жібердіңіз ба? СМС. Мен де ол кезде соткада жоқ. Мен жібердім. СМС жіберген жоқ, значит фанатыңыз емес. Фанатыңыз әне отыр. Әулеттің адамдары жақсы көреді да, негізі жақсы пікірде. Соң қонаққа барсам, Нұреке теледидардан өлең айтып жатады, арнаумен айтып жатады. Сол кезде күшті жылы лебіздерін айтып жатады. Осы бала молодец, бір күліп тұрады, бір жаман қылығы жоқ деп. Соң бір ой келді, солай бүйтіп алдынан кезіге берді да, әндері былай ақырын тыңдап бастадым уже. Одан кейін фанат болып келді. ақырын сөйтіп бастап бір күні концерт болатын көрдім. Сөйтем да мамаға айтамын, мен концертке барғым келіп тұр, осылай келе жатыр екен деп. Все хорошо, бар деді. Сонымен бір ай бұрын билет алдым. Сөйтем да үйде жатқан кезде 17-сі туған күні февральдың. Сөйтіп теледидардан көріп қалам, бұл кісіден интервью алып жатыр екен. Туған күніңізді қалай өткізіп жатсыз? Бұл кісі футбол ойнап жүр. Сосын ойладым, неге сыйлық алмасқа деп. Сондай ой келді, білмеймін. Маған бәрі күлді. Сен басын істема, неге сыйлық іздеп жүрсің деп. Мен сыйлық іздеп жүрмін. Бұл кісі еще шляпа жинайтын ол кезде. Өзі шляпа киетін сол кезде. Сөйтем да мен шляпа іздестіремін. Енді ол кезде мен студентпін. Шляпа жинайтын өте көп үйде шляпасы. Неге шляпа күнтіспесінде қарайып деген сияқты ма? Сол кезде стиль солай болатын, енді шляпа киетін. Енді Таразда шляпа табу қиын, ондай ақша да жоқ менде. Сосын тұрамда бір торговый домды аралап жүрген кезімде жаңағы мүсінді көріп қалам. Прям бірден соны алғым келіп, соны алам, дайындалып барам. Енді бірақ маған күлгендер өте көп болды сол кезде. Сосын концертке бардым, жаңағыдай ситуация болды. Бәрі жаңа холда жүр, ажиотаж бәрі. Мен ойладым, концерт болмайын деп жатыр екен деп. Сонымен бәрімізді кіргізді. Отырыңызда қазір басталады деп кешігіп басталды. Мен сыйлығымды бүйтіп өлең айтып жатқан кезінде осылай бере салғым келген жоқ. Өзім табыстағым келді. Білмеймін, ондай не деген батылдық екен ол кезде. Содан концерт бітті. Жаңағы сахнаға көтерілейін десем, уже пердені жапқан. Ешкімге көтерілуге болмайды, сырттан күтіңдер дейді. Енді кеш болып кеткен, уже түннің уақыты. Ұзақ болып кетеді ғой деп тұрған кезімде артынан бір топ адам мініп кетті жаңа сахнаға. Солармен бірге мен де мініп кеттім да, қарасам жаңағы барлығы қоршап алған, Звезда ол кезде. Звезда фотоға түсіп жатыр. Неге ол кезде? Соны мен таяна алмай тұрмын бір шетте.
сонымен организатор жігіттердің бірі таянды да маған, сосын менімен танысып сөйлесіп тұрды. И мен айттым, осындай мен сыйлығым бар еді, табыстайын деп. Все хорошо, онда мен қазір Нұржанды алып кетуге тұрмын, күтіп тұрмын. Менімен бірге кіріп кетті ана раздевалкаға. Содан бірге кіріп кетті, кіргеннен кейін қатты ұялдым енді мен. Ана жерде Арай тобы бар, жаңағы Тараз 2000-ның жігіттері, кілең енді жігіттер. Ане жалғыз қыз болып кіріп кеткеніме кішкене ұялып та тұрмын. Бір жағынан енді сыйлығымды беріп, табыстап барып шығам деген кезімде Нұреке киімін ауыстырам деді. Короче, бәрі бітті. Сосын тұрып осы мен сыйлығым туған күніңізге Тараздан қабыл алыңыз деп бердім. Арам ойым болған жоқ ешқандай. Сіз жаңағы Нұреке айтқандай қасынан қалмай қойған жоқсыз. Қалмай қойған жоқ. Сіз не деп активный болды деп тұрсыз Назерке? Көріну мүмкін. Сахнадан да бересіз. Жоқ, мен өзім табыстағым келді енді. Сонша іздедім ғой осы сыйлықты. Ол кісі айтып тұр, арам ойым болған жоқ. Мен де арам ойым жоқ қой. Сен не істеп арам ой жоқ? Бір несі Көп қыздармен ғой танысып анау. менен Қарындасым деп қорғап жүресің ба? арам ой жоқ мен мысалы. Аға осындай жаңағыдай квартира. Нұрекені ана бас істемей қалған қыз деп ойладым дегені. Ана не ғой? Біз бірге шықтық жанына та. шықпай қойған сен расымен маған андай бір Маған түрлі қызық болып тұр ғой енді тірідей жанынан бүйтіп. Сені телевизордан көргеннен кейін жанымда бүйтіп көргеннен кейін Сіз көп қарап бүйтіп тұрдыңыз ба, кетпей? жоқ, өйткен жоқ. Бұл кісілер уже жиналып шығайын деп жатқан кезде мен де бірге шықтым да, бірге солай шығатын болып қалдық. Сөйтіп бұл кісі өйстіп кетіп баратқан кезде мен енді білмеймін, ол кезде еркелім қыздармен болады ғой, бүйтіп бұрында бүйтіп қол ұстасып әңгіме айтып сөйтетін еді ғой. бейтаныс адам қолын ұстай ма? Задан мен сіз жаққа шығамын қазір. Ой, енді қараңыз, Назерке ол кезде 19-да небәрі. Қалай болу керек? Мен өйтіп жаман ойлайды деп ойлаған жоқ. Қолына ұстайды. Ойлап Мен бүйтіп ұстаған жоқпын ғой. Киімін сыртынан бүйттім да, бүйтіп әңгіме айтып кетіп баратым ғой, Мен қуанып тұр ғой енді, қуанып. Дұрыс қой енді, 19-да Мен одан кейін көрмеймін деп тұрмын ғой, ұстап қалайық деп ойлаған шығар, білмеймін еді. Тірідей өзіме өз емес. Менің де реакциям негізінде Сөйтсем жаман ойлап қапты. ақтау ғой, то есть енді сен бейтаныс қыз келіп бүйтіп қолтықтап. Мен бұны айтпай ма деп ойлағам жаңа бұл оқиғаны ше. Айтып беріп отырмын. Содан кейін ол менің реакциям түсіп шығар деп ойлаймын. Иә. Жындыма деп қоямын. Мен алғашқы реакциям сол реакциям еске алып кеткен. Адекватный реакция. Обычно жігіт қыздар бүйтіп жігіттерді ұстаса мынау жындыма деп ойламайды. Негізі ба? Негізі. Мен не адекват болып тұрмын ғой. Иә. Мен қуанамын мысалы. Турда жүремін секілді. Жақсы, әрине. Одан кейін мен көрем деп ойлаған жоқпын, бұл кісі өз жөнімен кетті. Мен андай қылып отырмын, мә жолда сондай болып қалды ма деп ше, ана әңгіме тағы сөйлескім келіп тұр ғой. Одан кейін көрмеймін. 2014. 14, иә. 2014-те. 14 февралында біз таныстық. Микрофон сізге жақын сосын едір, болды. Сосын ноябрьдің уже сол жылы ноябрьде Жоқ, сентябрьда. Сентябрьде бір жазсамыз, иә. Жоқ, концерттен кейін 8 айдан кейін жаздыңыз ғой сыман? 8 ай емес, жаршылдай. 8 ай. 8 ай, 6 ай жауалап. Осындай жақсы көреміз, осындай өсіп отырмыз. Қатты принципиально емес қой. Енді мен артынан қалмай қоятын болсам жазып, мазасын бермейтін. Жоқ, андай болады ғой. Бұл кісі маған пас береді. Қалай пас береді? Мен инстаграм сол күні Тараздың енді рахмет деп. Ол кезде жоқ менде инстаграм, ол кезде жоқ. Мен мартта ашам. Нағыз вообще басқаша қылып айтады. Олай емес қой. Тыңдайықшы Назеркені. Жоқ, мен сіз көп рет айтқансыз. Датамен шатасады, даталармен шатасады олай. Заты принципиально емес. Отылдым дей салыңыз. Кешірші. Жоқ, мынандай ғой оқиға. Кейін мен жаршылдан кейін, 8 айдан кейін, 8 ай ма? 8 айдан кейін, иә. 8 ай 3 күн. Мен жазам, қаяқтан жазам? Мен есіме түсіп кетеді ғой Тараздың постына. Мен бұл қыз просто есімде қалып қойған. Неге? Міне, коммент ең басты задание орындалды. Жолдарыңыз болсын, аман есен жетіп алыңыздар. Жоқ, ондай емес, өтірік, ондай емес. Екінші тарапсында. Сен тыңдайықшы енді. Жоқ, ол былай. Қызық болып жатыр. Жоқ, Нұреке кетті, мен кеттім. Біз екі оқиға көрген сияқты. Мүмкін сіз басқа қыздың историясын айтып Әбден мүмкін, ондай болған жоқ. Мүсін берген өзі. Жоқ, ол кезде менде инстаграм жоқ. Ол кезде менде инстаграм жоқ. Февральда концерт болды, мен мартта ашам.
сөйтсем да 22 наурыз күні үйленгеннен кейін барып жаздың ғой енді. Жоқ, ол фотоңыздың астына 22 наурызға құттықтап жазғам. Просто Назерке Тараздан деп жазғамын. Мартта жаздым. Бұл кісі маған сентябрьда жазып тұр ғой. Содан тауып жазып отырсыз комментарий. Іздеген ғой мені. іздеген. Жоқ, мен іздегенмін ғой, бірақ бұл кісі пас беріп кеткен айтсайшы. Ол саналмайды. Демек бұл жерде кім аңдып Өзі іздеген. Кімдікі дұрыс деп ше. Жоқ, негізі расымен еркеліктеріңіз ұнап отыр ғой. жоқ, күшті. Есімін білдіңіз бе? Болды. Жоқ кезде. сіз дайректтен тауып жаздыңыз ба? Жоқ, комментарий. Сторис прямой эфир деген жоқ. Комментарийін табам да, дайректен шығам. Сосын мен айтам, мен уже принципиально 25 жаста андай болып кетеді қазір, үйленбей жүрген жас жігіттер біледі ғой. Білем. Андай болады, айналаң бәрі сен неге үйленбейсің, қашан үйленесің деген сұрақтар көбейіп кетеді. Туысқандардан да қайқа барсаң да, сен үйленбейсің бе деген сияқты әңгімелер көбейіп кетті айналамда. Сосын тұрам да, үйленейінші құрсын, расымен дайын сияқтымын деймін, сонымен ойша бүйтіп дайынмын ба деген сұрақ қоямын. Я вроде дайын сияқтымын, бәрі бар. Давай кеттік, go деймін. Өз ойымша түйін шығарам. Сосын кісіге жазамын ғой. Кстати, айтпақшы, Таразда қыз бар еді, сәл бүйтіп қолымнан ұстаған. 8 айдан кейін қалай есіңе? Қалай 8 айдан кейін қалай есіңе? 8 ай ойлаған сізді. Мені комментарийда іздеп сондай. Қиналған біраз. Құдайдың құдіреті бар расымен. Бұл жақта сценарий үстінен жазылған. Каждый деталь осылай болу керек болған ғой. Біз оны кейін Оған келеміз қазір. Оған келеміз. Жалпы деймін да. Жердегі мәселені шешіп алайық. Сөйтіп келеміз да. Мен жазам, телефон номер, мен тіке айтам. Маған үйленетін қыз керек. Или үйде айтпаймын. Үйде айтқан жоқ. 25 ойымда солай болады негізінде. Мен бірақ Инстаграмда атым жазылып тұр ғой. Атың кім еді деп жазады ғой маған. Ағамның еркелігі деп біліңіз. Атын қойған, бәлкім. Жоқ, аты жазылып тұр, бірақ атын кім еді деген потолок қой. Потолок емес, кринждау ма? Біздің не шығар, расымен бір сасқалақтауымыз шығар. Иә. Мен болған айтам, есімде, мен видео айтам. Мен Таразға барсам, мен жазам саған. Сен Алматыға келіп жатсаң, Алматы сен жаз деймін. Жалпы кездесейік, жақынырақ танысайық. Сосын бұл кісі енді ары қарай өзі айтсын. Не деп жауап береді? Мен жауабың да есімде жоқ. Ол кезде мен оқуды бітірдім, вышыға түсірдім да. Жеңге, сөзіңізді бөле отырайын. Бір ескерте кетейік, Нұреке ол кезде 24-25 жастағы жігіт кешірімді болды, айта беріңіз. Ақта болды ма? Кешірім, ақта болды. 25-те любойнысын жаза беретін кез, ойланбай. Иә, сөйтіп номерімді алды, Алматыға келіп атсаң, сен хабарлас, Таразға барып атсам, мен хабарласам деді. Мен ол кезде бірақ заңгерлікті бітіргенмін, сотта жаңағы судьяның хатшысының көмекшісі болып жұмыс жасап практикасымен. Бірақ өзіме жаңағы жұмыс ұнамайды. Андай мамандықтан қателескен екем деп сөйтіп жүрген кезім еді. Бұл кісі сол кезде жазады. Мен айтам, мен пока бара алмаймын, мен осылай жұмыс жасап жатырмын. Мен де біліп тұрмын қашан жаздым. Сосын бір айдан кейін ол жұмыстан шығып кетемін да Таразға кетіп қаламын жаңағы немен, салонның жаңағы несін оқып аламын деп. Сол кезде бұл кісі хабарласады. Звондайды, өзінің дауысы, оған дейін мен ойлағам ғой, біреулер прикол ұстап жүр ма деп басында жазған кезде сенбегем, фейкпен неғылып жүр ма деп. Ол кезде сторис деген жоқ, прямой эфир деген жоқ. Сосын Инстаграм енді бүйтіп келе жатқан кез ғой. Сосын бұл кісі хабарласты, сөйлестік. Сол кезде ойын айтты. Осылай танысып көрейік, жарасып кетеміз ба, енді кел көрейік деп. Бұл кісі бір келді Таразға. Бірақ кеш хабарласты да, шыға аласың ба деп. Мен айттым, жоқ, мен шыға алмаймын дедім түнгі уақытта деп. Все хорошо деп бұл кісі кетіп қалады. Одан кейін неге кеш хабарласты? Білмеймін, кеш хабарласты. Жұмысы солай кеш аяқталды ма? Енді мен тәрбиелі қыз ретінде, түнде шықпайтын қыз ретінде бұл кісіге жоқ дедім енді. Плюс галочка. Галочка жинап. Тексергеніз ғой мені. Проверка ғой. Бәрі проверка ғой. Иә, сосын... Қазір соттаймыз. Сосын не болды? Сосын мен Алматыға мамамен баратын. Мамаға айта, мама осылай, Нұржан Керменбаев маған жазып атыр. Мама түсінбейді, қой құрсын деп. Мен айтам, осылай жазып атыр. Өзім екен дейді. Енді сөйлестім, өзі дауысы деп қоям. Сосын осылай Алматыға шақырып атыр, танысып көрейік деп айтып жатыр деп. Сонымен енді мама бетінен қаққан жоқ. Мен өзім жалғыз қызбын ғой, еркін өсірген да.
содан онда барып көрейік ертең, чтобы мені кінәлап сен сол кезде маған рұқсат бермедің деген болмасын, давай екеуміз бірге барайық дедік. Мама сестрасы как раз Алматыда етін. Иә. Соны мама екеуміз келеміз. Красавчик, братан. Бұл кісі енем мықты ғой негізі. Сонымен кездесуге бөлеммен шығам, бөле сестрам бар, өзім барып табыстайын, көрейін, өзіма өз емес па деп. Тоже ол кезде қорықтық енді до конца көргенше Сізді прям экспонат қылып жүр ғой. Қайта ұстап көріп ше. көрейін өзіма өз емес па деп, сол бөле сестрам табыстап кетеді. Сен искусственный интеллект емессің деген сұрау ғана сәл қалып тұрды ғой. Енді қыз баласы болғаннан кейін қорқады ғой, енді иә былай шығарып не қылғанға. Сонымен солай кездесеміз, сөйлесеміз. Мен өзім қатты ауырып келдім ол кезде, ұшынып. Бір концертте кездестік қой. Бірінші кездесу болды. Одан кейін Алматыда уже жаңағыдай келгеннен кейін кездестік. Неше күнге келдім? 2 күнге келдім деді. Мен ол күні анашым пойызбен келе жатыр, Жезқазған жақтан. Туысқандармен келе жатыр. Білмеймін, бір тойға дайындық болды ма, бір нәрсе болды. Ол кісілер барахолкаға бір заттар алып келе жатыр, туысқандар. Сөйтіп келемізді мен бірінші күні енді Алматыда өзім жеке танысам ғой, 1-2 сағат көлікте отырамыз, қаланы айналамыз, қайтып үйіне апарып тастаймын. Сосын ертең как раз анашым келе жатыр деймін. Қандай музыка тұрды көлікте? Қайдасың ғашығым деген. Емес ол кезде ол шықпаған. Алыста жүрсең де. Әне алыста жүрсең де, порой бірсең де. Не деген махаббат мынау. Принципиально емес ол жерде. Гал сен Бірақ сөз Назеркеге арналмаған ба негізі? Өтірік айтуға болмайды оразада. кейін арнадық біраз әндерді. Қазір тек осы кісіге арнап отырық қандерін бәрін. Сен неше түрлі гештальттерін бәрін жауып отырық. Мынандай ғой, сосын қалай болады? Анашым пойыздан келеді, түсет келесі күні бірақ. Біз бір кездесіп аламыз Алматыда, сосын үйіне апарып тастаймын. Келесі күні мен бұған бұл кісіге айтпаймын бірақ. Кездесуге шақырады. Бірақ айтпайды қайда баратқанымызды. Бүгін қазір кешке қарай соғам 1 сағатқа деп. Жарайды дейді да, шығады бұл кісі, тура сол жерден алып кетемін. Бір жақ басып барадым ғой, бүйтеді. Қайғы баратыр. Мен анда уверенно баратым ғой, алдым кеше асықпай қалада бүйтіп айналып жай жүргем. Пальфараби басты. Уже қазір бүйтіп басып қоядым. Айтады, сіз андай қатты барасыз, қайқа барасыз дейді да, нақты бір жаққа барады. Айтпайды, алып кетіп баратыр, қорқасың ғой, құрсын қайға барады. Қазір. Қазір келіп үйге баратымыз айтамын ғой. Ойбай. Үйге таянғанда айтады. Мен ойым андай ғой. Құр қол қалай бара, мен ештеңке алған жоқпын ғой деп өзімнен өзім. Деген әңгіме ғой. Мен де сөйтіп, сондай бір шешім келіп білмеймін. Өзімден өзім. Шын айтайыншы, бір өзім бір зомби ұқсап қалдым. Бірақ дуалаған сияқты негізі. Дуаламадым. Әзір ғой. Сонымен келеміз да, үйге келеміз. Үйде свет жоқ, иә? Свет жоқ. Әдейі, по сценарий свет жоқ. Неге свет жоқ? Бар свет. Ондай свет жоқ. Туысқандар бәрі қалсын. Сізді таппай қалсын. Нұржан! Есінде ән айтшы. Свет жақпа, біз сөйтіп отырдық қой туысқандар деген күні. Лифтпен көтерілдік қой, қалай свет болмайды. Детально, да. Или мен романтикалық кеш қылып свечка жақып қойған ба или свечкалар есінде что-то? Мен болдым, білмеймін. Жоқ, светте нормально отырдық қой. Не сіздің историяңыз қандай? Екеуміз өз оқиғам сол расымен де бұл Назеркемен болған оқиға ма деп өзім күмәнданып отырмын ғой. Жоқ, бұрыннан бері өзінің версиясын айта беретін да, енді мен қосылғаннан кейін дұрыстап отқанмын ғой, қалай болғанын. Тарих осылай өзгере береді екен ғой. Мәселе былай болады. Турбижнға қатысайын деп аттыңыз ғой, сол киімдерін киіп көрсетті. Бұл кісі біздің үйдегілерді. Оңтүстіктің қызы ғой енді, Таразы. Сол жер есімде жоқ енді. Ол жерді мойындай алмаймын, есімде жоқ. Есікті ашады, сәлем салдым дейді, білмеймін қалай сәлем салады да бұл. Біздің мамалар болды ғой, сынды ғой ана жерде. Болды. Сәлематсыздар ма деп айтқан шығарым. Сәлематсыздар ма дедің ғой енді, түбі сәлем салдым. Сосын иіліп па? Есімде жоқ мен. Марқұм Бейсен деген көкем бар ол кезде. Барлығы келген, олардың барлығы ойбай той келе жатыр ма деді. Олар вообще болмаған ғой, бейхабар. Мамка да білмейді. Мен мамкаға да олар өздері басқа тойға келіп отыр. Басқа тойдың жырымен жүр ол кісілер негізінде. Мен сөйтіп таныстыруға алып келемін дедім де, сөйтіп сол күні алып келген кезде мама да шок, бәрі шок. Бұл кісіге сосын мамкадан сұраймын, я говорю, келіңіз осы кісі енді қалай десем, сен бақытты болсаң болды. Жоқ, дастарханның басында айтады да, менде бейхабармын, дастарханның үстінде ет бәрін жасап қойған күшті болып.
сосын сол кезде айтады келіндеріңіз деп менен сұрамайды да сен келін боласың ба болмайсың ба отырып сол жерде шешіп қойған ғой міне мәселе қайда жатыр. келіндеріңіз деп сосын мама қалжыңдап айтып жатыр екен деп ойлаған негізі былай қатты серьез қабылдамаған ғой. Содан кейін үйден шыққаннан кейін маған айтады сен не деп алып қашайын ба сені әлде ұзатыласың ба жағдайың қалай сенің дейді ақшаң бар ма ақшаң жоқ па деп тұр ғой. Мен анау таразда жаңа қолтасып бүйтіп ұстады ғой. Сол кезде болам деген ответ ретінде қабылдадым өзім ары қарай. Жоқ, расымен мен өзімде енді бір-ақ рет үйлендік қой. Содан то есть білмейсің да қалай не жасау керек. Қыздан сұрау керек. Енді сұрағанда мен өмірге деген көзқарасын сұрадым. Енді жалпы өмірлік бір жоқ енді бұл жерде қазір ойлап қалуы мүмкін ғой. Мына легкомысленный екен жүр дегенге кетеге қалды деп мен ойлауы мүмкін. Жоқ енді оған дейін де қыз ретінде енді неке болғаннан кейін ол мен үшін өте сондай мен өзім анда кішкентайымнан самостоятельно өстім да анау тез есейдім деген секілді. Себебі андай прям тырысып жаңағы анамды ұятқа қалдырмайын деген оймен тырысып өстім да, себебі мен әкесіз өстім. Анам алыста жұмыс жасады. Соны андай ана Жазираның қызы тәрбиесіз, әкенің тәрбиесін көрмеген, анасы ана жақта жүр деген сияқты. Артынан сөз ілеспесін, сөз кемесін деп өте сондай тырысып өстім. И неке деген мен үшін өте маңызды болатын. Мен прям болашақ ер азаматымды тілеген кезде Құдайдан сұраған кезде бір дүниесі болсын, немесе мен алтымен аптап, күпіспен қаптасын деп тілеген емеспін. Ең бастысы сондай иманы болса екен, мені ренжітпесе екен, опасыздық тірлік жасамаса екен, қол көтермесе екен деп қатты тіледім. Сосын андай ішімдікке жақын болмаса екен деген сондай жерлерін қатты тілегенмін ғой. Қаралығында тілегенмін ғой. Мен жазатынмын, жазып стикерлер іліп қоятынмын. Сол кезде мен андай қыздар болып отырған кезде айтады ғой, жаңа өздерінің жаңағы типаждарын айтып жатады ғой. Сол кезде мен айтам, қойшы аппақ сап-сары жігіттер ұнамайды маған. Қара торы болған жақсы ғой деп солай. Әркімнің енді әркімнің қалауы әртүрлі ғой. Біздің 4-ші ұлымыз сап-сары. Сап-сары ол. Ұлдарымыз. Енді ол енді өзінің туылған ұлы. Иә, ол менің жеке өзімнің балам десе. Жеке мүлкі деп айтсақ болады. Соны андай ғой, бұл кісі сол айтқан кезде танысып көрейік, жарасамыз ба, жараспаймыз ба деген кезде мен Алматыға келе жатқан кезде андай оймен келдім. Сөзіне қараймын, жаңағы іс әрекетіне қараймын. Егер түзу бала болатын болса, сөзі енді білмейміз ғой, теледидардан әр адам жаңағы күшті болып көріне береді. Ал шын өмірде бұл кісі қандай екен мен білмеймін. Сөйлескен кезде, сондай діни жағынан имани сұрақтар қойған кезде, өзін ұстауы, сосын мамалармен танысқан кезде, уже қалыптасады ғой ойыңда жақсы бала секілді деген сияқтан сенім пайда болды да бұл кісіге. Ал егер жаңағы сөзі дұрыс емес, салмағы болмайтын сөздер айтатын болса, әңгімелер айтып отыратын болса, қанша жерден мықты танымал болсын, мықты болсын, мен ертең Таразға кетіп қалам. Бұл кісі осы жақта қалады. Телефонмен ақ айта салам, қойың рахмет деген сияқты. Сондай оймен келдім. Іштей өзім сондай оймен келдім. И Нұрекенің екеуміз бір-біріміз сынап жүрік қой негізі. Иә, ол жағынан. Ол енді неке болғаннан кейін уайымдайсың ғой бәрібір қалай деп. Болашаққа бірге баратсыңдар, сондықтан ол норма нәрсе деп ойлаймын. Ол іштей сынау, то есть сырттай сынау, то есть баға беру да оған, то есть амалдарына. Сол үшін мен қарсылық танытқан жоқпын. Енді жаңағы тойға дайындала бер деген кезде мен де өзімде мүмкін сол кезде іштей бір шешім қабылдаған шығарым деп ойлаймын. Енді бізде бір керемет махаббат болған жоқ қой, енді үш рет көргеннен кейін, бірақ сендім, сондай айтады ғой, Құдайдан қорықпағаннан қорық деп, сондай аузынан сондай имани сөздер шыққаннан кейін түзу ғой деп сені былай қарап отырсаң негізі қорқынышты. Менің сіңілдерімнің бірі мысалы мен осылай бір жігітті көріп қалдым, үш-ақ рет кездестік, үйленейін деп жатырық десе, қазір мен айтар едім, оның семьясы қандай, ол бала қандай, бірінші көр деген сияқты. Бұл андай акция сияқты ғой, ақша саласың, и білмейсің, атама атпаймын. Енді ол жағына енді Аллаға шүкір, шамалы қиналсақ та, бірақ шүкір. Сондықтан ғой біз айтып отырғанбыз, бұл негізі ешкімге кеңес бермейміз деген секілді. Білісіп танысып алған бәлкім сіздерге сол қайырлырақ болады деген сияқты. Көрермендер мына жақта қаншама мысалы
совет ретінде қабылдамаңыздар. Иә, мысалы біз қазіргі таңда бізде әрқайсымызда өзіміздің ойлау деңгейіміз бар, қандай да бір таңдағалы отырған адамымызға өзіміздің критерийларымыз бар, талаптарымыз бар деген сияқты. Ол кезде сіздер де, біздің ата-аналарымыз да, тіпті біз де ескермеген, елемеген нәрселер көп. Иә, бірақ егер ол сәтті неке болатын болса, жақсы отбасы шықса, әрине ол жақсы. Бірақ қазіргі кезде ол кезде сөгудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Ол кезде не қалай болды солай. Ал қазір, мысалы жоқ, қазіргі көзқараспен. Мысалы, ойбай, сол кезде сөйтпепті ғой деп айта алмаймыз да, енді ол сол кездегі біздің миымыздың жеткені сол болды ғой, мысалы, ойланбаған. Мен айтамын ғой үнемі, қазіргі қыздар мысалы өздерінің бір қандай да бір талаптары бар, жігітке қатысты үйленбей тұрып шешіп алу керек нәрселер. Бірақ мен Дидармен үйленбей тұрып ештеңені шешіп алмаппын. Ол мен өзімнің нем. Бірақ иә, өзім таңдауым, өзім соған мән бермегем, жарайды. Бірақ жақсы отбасы болып кетсек, ол енді екеуміздің де жұмысымыздың әсері, және бір енді Құдайдың бір отбасы дегенде үлкен жаңағы жұмыс қой негізі. Өз-өзіңмен жұмыс жасау, екі жақтап жұмыс жасау деген сияқты онсыз болмайды екен. Бізге де шешіп үйрену керек те өзіміз. Тек жаңағы мына жақта сіз шешесіз, сен жақта Дико, сен мен не шештім, мен ештеңе шешкен жоқ. Бүгін қазір Галанны бүйтіп біреу егер сен қасыңнан жақында біреу ұстаса, болды. мен қарсы емеспін. Бұны бұл деген бір кез келген нәрсені белгі деп қабылдай береді бұл. Қазір сондай жасқа жетті. Қиындатпай мен. Маған привет десе сын қалып деп ойлаймын. Иланып қаламын да. Адекватно қабылдай бересің. Иә, адекват. Привет десе, да, боласа. Сонымен сіздерді осылай мен Назеркенің версиясына иландым. Жоқ, Назерке, әрине, бәркім жоқ, бұл жақта бұры попахивает бұры, мен айтамын бұры. Сіздікі де бір жағынан, Нұреке, мен біліп тұрмын сіз жағынан. Бұны айтсаңыз қазір қоғамға просто қиын да. Сіздікі де дұрыс неге, сіздің вариантта ше. Жоқ, бұл енді мысалға. Жеңге, сәл бедек. Бұл жерден просто датамен немен шатасып атқаны ғой негізі. Жобалап айтады да, жобалап айтады, бірақ датамен не үшін келдің, қалай болсын. Сіз өзіңізде ғой, иә? Болды, дұрыс қой, нормально. Мен ананы нетіп тұрмын да. Үндемей біреу түсініп отыр. Не түсініп отқанын түсініп отыр. Екеуміз екі түрлі түсініп отыр. Келісе бер. Кешірдім. Жалпы келісе берген жақсы. Негізі қызықты оқиғаның бәрі ары қарай болады негізінде. Айтсаңыз Біз білеміз ғой. Сосын ұзатуға 4-ші реттен кешігіп келдіңіздер ғой. Кешігіп келдік, Таразға бардық. Қырық сағат болды ғой. Кешігіп жүреді өзі. Так, үйден шықтыңыздар, келін үйленесіз ба деді, иә деді, болды ма? Мен бейт. Алматыдан уже сіздің әйеліңіз. Жоқ, мен үйге қайтам ғой. Екі ананың, бұл кісінің анасы бар, менің анам бар. Екі анамыздың телефондарын бір-бірімен алмастырайық. Құдалық қалай число барлығы өздері шешеді. Оған дейінші. Оған дейін мен қайтып кетем, сосын сіз ол шақта қаласыз. Нұреке бір жеті ма, жоқ бір жеті ма, 10 күн хабарсыз, мүлдем хабарсыз. Сол мамам айтады да, не болып кетті дейді. Мынау қорқынышты, хабарсыз кеткеніңіз. Мынау оянып қалған шығар. Эго мәселесі, эго. Қыз басылады деп отқаным сол ғой. Мен енді қыз басыммен, мамаға айтамын ғой, мен қыз басыммен хабарласпаймын. Назеркеде нешінші рет. Мен хабарласпаймын деймін ғой, өзім қыз басыммен қалай жазам, өзім хабарласам. Бұл кісі мүлдем хабарсыз. Бір апта 10 күн дейді. Иә, мама айтады, біз дайындаламыз ба, дайындалмаймыз, мүмкін ойланып қалған шығар, сен білсей дейді ғой маған. Содан кейін 10 күннен кейін бұл кісіге жазам. Не жазған білмеймін, мен сол хабар алу үшін жазам. Сосын бұл кісі не жазған есімде жоқ. Мен негізі шын айтайыншы, жай басармын ғой, ол жағына келгенде. Маған өзі мақтан айтып. Төбет етеміз біз, шынында көп жағдайда. Расымен ол бір әдейі жасамаймыз, бірақ дегенмен бір ойымыз бір жұмыста жүре ме, бәлкім бір ерлерді енді қазір ақтап отқан жоқпын, бірақ дегенмен үйленем деген адамға ма? Үйленем деген адамға ол бір екіншіден мен танымаймын ғой. Иә, момент болып отыр. Жоқ, біз жүрген жоқпыз ғой. Жоқ, дұрыс қой енді. Момент қой барлығы, момент болып отыр ғой барлығы. Момент болып отыр. Мен думам, мен андай ғой, процессті андай қалдырттым уже. Серьезно қарамаған сияқты болып тұр ғой. Уже қазір құдалық болады. Мен главное телефондарын алып бердім бір-біріне. Ол кезде алып бермегенсің ғой. Сіз миыңызда уже бәрін шешіп тастыңыз. Маған не істеу керек қазір, тойдың ақшасын шешу керек. Болды ғой мен. Біз ана жақта өзіміз не істейтінімізді білмей жүрміз. Мен ол кез расымен мен келіншегімді танымас бұрын жалпы әйелдер қауымын таныдым, бір түсіне алдым, түсіне алмадым деп айта алмаймын. Әлі де түсіне алмай жүрмін, бірақ деген до конца. Жалпы вообще бір представление жоқ та өзіңде. Әйел адам былай екен, олар эмоция екен, олар да, то есть эмоциямен шешім қабылдай салады екен кейде. Жалпы оларға анау керек екен, мынау керек екен деген сияқты нәрселер білмеймін.
мен сияқты деп ойлап жүрмін, олар да ерлер сияқты қазір құдалық болатынын біледі ғой, в принципе, деген сияқты. Четкий ровный қыз екен, болды ма? Кісілер өздері дайындық бастап кеткен ғой, ал бізге хабар бермеген ешқандай. Біз не істейтінімізді білмей жүріп та. Бұл кісіден хабар жоқ. Главное, примерно число қойылады, сосын барып шешіле береді. Шақыртып жіберем деп. Сен маған үйленесің, осы күн кел. Көйлегімен кел. Ресторан мынандай. Сосын барып мама, бұл кісі хабарласып екі маманың номерін бір-біріне берді. Сосын мен жазғаннан кейін есіне ойбай деп есіне түсті ма, сосын барып берді. Екі мама бір-бірімен сөйлесіп арғайда тойға дайындық. Бір айдың ішінде тойға ұзатуға дайындық басталып кетті, сөйтіп тез арада. Ноябрьде ұзатып алып келдік. Одан кейін де проверкалар болды. Енді танымаймыз ғой әлі де біраз. Бір жағынан финансовый деп те айтайықшы, ол негізі финансқа да келіп тірелді. Сосын біздің Жезқазған жақта, мен өзім сол Жезқазған Сәтбаев Қарағанды облысы, баяғыда қазір Ұлытау облысы. Сол жақтың тумасымын ғой. Сондықтан ол жақтың ауа райы бізде қыс қатты. Жалпы енді северге жақын жақ қой. Тойдың мартта болғаны ма? Той мартта болатын болды. Жалпы ноябрьде уже оңтүстік жақ күн жылы ғой дедік те, ұзатуды ондай қазір ертерек ұзата берейік. Кейін негізі көп жерлерде олай жасалмайды. Бір аптадан кейін как минимум сразу той жасалу керек те. Маған да әлі шокпен бүйтіп қарайтын, қалай жарты жыл тойы болмады ма несін да деп бүйтіп қарайтындар көп та. Соларға да түсініктеме ретінде айтып отқанмын. Бізде күн жылыда мартта жасағымыз келді. Сол үшін мартқа ауыстырып, оның өзінде де жаңағыдай ғой. Беташарда сол кезде болды ғой маған вообще. Мама айтады, бір апта қалды тойға. Тойхананы просто жай бір броньдай сағамыз, бір 100 долларын төлеп па, ақша жоқ қой тойға. Мен десе қуасың ба дейді. Тұсқандар бәрін шашып қойды. Бір апта қалды, ақша қайда, ақша тап дейді ғой маған. Мәссаған, сөйтіп тауып бүйтіп несібесі мол. Бізде оңтүстікте ұзатудан кейін сразу беташар болады ғой. Ноябрьде келдім, мартта бірақ беташар болған маған қызық болды сол кезде. Бізде шығыста да солай. Беташар не той күні жаңағы сол тойда ресторанда бола салады. Болмаса жаңа келін ертерек келіп алып қашып келіп немесе құда түсіп алса, кейінірек бір жағдайлар келгенде күн жылынғанда бола салады сондай. Біз енді оңтүстікте болғаннан кейін анда бірден болған ғой. Оңтүстікте сәл дөрекі болып көрінеді екен де ол дүниелер, көп естіп адамыз 2 күннен кейін, 3 күннен кейін, максимум бір аптадан кейін бізде сразу той болады, солай болу керек деп сөйтіп қабылдайды екен да. Енді әркімде әртүрлі не? Ментал. Мартқа дейін сынайын дегенсің ғой мен. Бірақ сынағаннан не пайда, оны сол қайтарып жүрмейсің ғой бәрібір де мысалы да. Сол озып деген да. Жалпы 3 жылдай сөйтіп жүрдік қой арпалысып негізі. Ой бұл кісіні көрсетпеген. Біраз нәрсе әлемді көрсеттім бұл кісіге. Эмоциялардың бәрін көрсетті ғой деп та. Жоқ, расымен мен суық едім, мен салқын едім, оны қазір айтып мойындаймын да. Red flag едім десе таза. Енді ол кезде ол даже сөз жоқ та ғой. Red flag, green flag деген ол бертін келе шығып отқан. Сәл біз бұл жақта қазір бір еркектерді мен ақтап батыр дейсіздер ме, демейсіздер ме, өздеріңіз білесіздер. Бірақ не істейінші, мен айтайыншы, оны Назеркеге де айтқам. Жеке өзімнің ойым. Мысалға біз үйде формула көреміз. Мен осы сондай әкені көріп өскен азаматпын. Үйде әкем дастарханды соқса да, то есть біз осындай дейтін сондай отбасынан шықтым. Мен қазір әкем жамандамаймын. Ол кісілердің өзінің бір көрген заманы болды, қиыншылық заман, бізді асыраймыз деп күні-түні жұмыс жасап. Ол кісілер үшін сол дұрыс болды. Сол дұрыс болды да. Енді қазір киноларда да, қазір кеше әжіптер киноларда да көрсетіліп жатыр ғой сол оқиғалар. Баяғы кезеңнің адамдарының, сол кісілердің заманының деген сияқты. Бізде сол формуланы көріп өскендіктен бізде басқа формуланы білмейміз. Өзі білімде жоқ қой. Бізде ол біз ақырындап өзі бірте ғой, ақырындап қазір тәуелсіздік алғанымыз осы бір жақын арада деген сияқты. Сөйтіп бір кішігірім мемлекет ретінде қалыптасып жатқандықтан барлығы бір екінші рет үйленбейді. Барлығы алғашқыда не істерін өзі бір білмейді, істеп қалады кейбір іс-қылықтарында. Сондай тұстарымыз өте көп болды. Мен айналамнан, дос балаларымнан не көрдім? Әкемнен не көрдім, соны жасадым деп айтсам болады. Енді қазір өзім ақтап алып отқан шығармын бірақ дегенмен де сөзіммен. Бірақ қазіргі сондай түсінік келеді да маған, мен неге үйттім деген сұрақ болатын болса, мен оказывается айналамда мен не көрдім, мен соны жасадым. Сосын ақырын бірте мен түбі алып келген кезде енді ерлердің патологы пайғамбарымыз ғой. Сол кісінің бір ауыз сөзі, то есть сендердің жақсыларың әйелдеріңе жақсы қарағандарың деді, болды. Содан кейін ақырындап бүйтіп жүрек жібсей бастады. Расымен де бұл кісі де дамый бастады, мен де дамый бастадым өз тарапымыздан. Ерлер не істеу керек, қандай жауапкершіліктер алу керек. Ол семья деген бір жақтан ғана болмайды, то есть кінә деген де бір жақтан ғана болмайды. Біз 3 жыл арпалысып келіп,
бірақ біраз нәрсе түйдік екеумізге. Біз екеумізге де екі жақтан өсу керек екенімізді түсіндік. Ой санасынан да, мышление болсын, басқа болсын, көзқарас болсын, әрбір сөз Рухани болсын, айтылатында, сыйластық болсын, құрмет болсын. Барлық жағынан біз бірге, мен андай ғой, эгоист екенін мойындаймын. Каждый адам эгоист по-своему негізінде. Мысалға мен дүниеге қызым келді, мен сол сәттен бастап өзгердім деп ойлаймын. Енді Алла маған соны көрсетті. Қызым дүниеге келді. Маған былай айтты да, 2 ұлым болды, одан кейін қызым дүниеге келді. Қызым дүниеге келген кезде эгоист екенін расымен толыққанды мойындадым. Айттым, так, мен уже ол қызды ұзатып атқан сияқты болдым. Тасним деген қызымды ұзатып атқан сияқты, ертең болашақта осы қызды ұзатамын дедім. Бұл кісі қонақ. Так, ертең жалпы бір күйеу баламның оны сыйламай жатқанын, құрметсіздік көрсетіп жатқанын қалайын ба мен дедім. Жоқ дедім. Өзіме сұрақ қоядым, өзіме жауап бередім. Онда, пожалуйста, ол оказывается ментально қызым мен сияқты, әкесі сияқты жігітті іздеп табады екен. Түбі. Бейсаналы түрде ол өз әкесіне ұқсайтын тұстарын тауып алып, сондай жігіт таңдайды екен да. Сондықтан ол психологияда да бар енді, өздеріңіз не істеп зерттегенде шығарсыздар, білетінде шығарсыздар. Сөйте келе мен онда қызыма мен енді қазірде бір күшті тәптеуір әкемін демеймін. Барынша қолымнан келгенше көңіл бөлуге тырысамын әрине қызыма. Бірақ содан кейін бір сдвиг болды деп айтсам болады. То есть мен Назеркеде біреудің қызы, біреудің қарындасы. Сенің қызыңды ертең біреу сыйласын десең, өйт, пожалуйста, добр, сыйла, құрметте. Бұл да тұлғалығын өшірме, тұлғалығын сыйла, тұлғалығын құрметте деген сияқты. Сондай бір түсініктер келе бастады. Бәрі енді басында енді жастықпен, білімсіздікпен салқын болып, кейін жылу пайда болды деген. Бәріміз біздің папаларымызда сол. Басы қатты болғанмен аяғы тәтті болады деп. Жалпы түбі тәрбиелеп алды деп отқаным сол ғой. Қыз туып берді да, в общем. Қара дедім. Тәрбиеге көндік. Жоқ, көп нәрсе әсер етті ғой. Ортасы өзгерді. Сосын жаңағы білім ала бастады, рухани жағынан, ислами жағынан білім ала бастады. Енді Құранда да көп нәрсе жазылған деген сияқты. Ортада өте қатты әсер етеді ғой. Жақсы адамдармен араласып бастағаннан кейін қарайды ғой, енді әйелдеріне қалай қарайды, отбасына қалай қарайды. Солай біліммен ғой, екі жақтап. Мен де өзімде мысалы білім алып бастадым. Жаңағы ер азаматты сыйлау деген сияқты, жаңағы қоятын кезде қоя салу дегенге келу. Оның үстіне жаңағы қабылдау ғой. Мен басында өте қаттандай болдым да. Енді менде де сол білімнің жоқтығы, әрине бірінші рет тұрмысқа шығып жатқаннан кейін, одан кейін андай ғой, өмірімдегі ең алғашқы ер азамат қой енді бұл кісі. Әкем де, ағам да деген сияқты. И сол андай резко сөйлегеннің бәрі жүрегіме батып, басында сондай болатын. Жаңағы өнері бар, одан кейін өнерлі адамдар енді үйде көп бола бермейді деген секілді. Көп жаңағы бастапқы уақытта көңіл бөлмеу, ортақ тақырып жоқ, ортақ әңгіме, достар, таныс, ортақ жоқ, ортақ деген секілді. Біраз уақыт біз бір үйде жүрсек те, жаңағы отырып әңгіме айта алмайтынбыз. Себебі ортақ тақырып жоқ, әңгіме жоқ, орта жоқ. Тек жаңағы баламыз дүниеге келгеннен кейін соның айналасы, жаңағы быттың айналасында ғана шамалы әңгіме болды. Былай ментально бір-бірімізбен сөйлесу деген болмайтын. Сол жағынан кішкене қиналатым. Жап-жассыздар ғой. Иә, мен жастай тұрмысқа шықтым, Нұрекенің отбасын танымаймын. Оның үстіне қоса Нұрекенді де танымаймын. Маған 2 есе ауыр болды да. Жаңағы ішімдегіңді шығарып айтайын десең, үйдегілерге де айта алмайсың, жандағы ер азаматыңа да айта алмайсың. Сол өте ауыр тиді маған кішкене. Сол жағынан басында кездері. Басында деп айта бердік қой, бірақ енді сынын айтсын. Біздің неміз 2-ге бөлінеді ғой өзіміздің. Бастапқы уақыт, қазіргі уақыт деген сияқты 2-ге бөлінеді. Кезеңдерге өткергенімізге де қазір оған разымыз, екеуміз де екі жақтан. Өйткені ол нәрселердің түбі алып қарайтын болсақ, солай бізге қайырлы болды. Бұл кісі маған айтады, мен өзі үйдің еркек қызы едім дейді. Маған сенің бастапқы жосткісің негізі түбі қайырлы болған шығар. Мен солай қабылдадым. Өйткені ол болмаса мен де, то есть сенің еркелігің, әртістігің бір бөлек. Мына жақтан менің еркелігім қосылып, то есть екеуміз бірімізді, мүмкін екеуміз екі жаққа кетермедік деді да. Сол қаттылығың бәлкім солай қайыр болды да, мен де бір осознание келді. Жаңа 3 жылдан кейін алғашқы. Мен өзім артқа қарадым да, расымен де енді бір келіп атты, бірінен соң бірі келіп жатты да, өзім қателіктерін мойындап бастадым, түсініп бастадым.
олай жасамау керек екенін түсініп бастадым. Сосын артыма қарасам, бұл мойындап бастады ғой. Бұл оказывается түнде жылайды екен, үйге кеткісі келетін күндері болған екен. Мен білмеймін. Вообще студияда жүрмін, түнде балалармен жүрмін. Вообще ойланып, жаңағыдай ғой, тойдың оқиғасы сияқты ғой. Хабарсыз кетіп қалдым деген сияқты. Мен бейхабармын. Ол 3 жылдың ішінде осы болған оқиғаларды айтып бергеннен кейін маған представление уже келді. Маған осындай тиранға былай айтқанда бір да 3 жыл төтеп берген, шыдап берген, мен бұл кісіден артығын таппаймын дедім да. То есть осы нәрсені, то есть мен қадірін түсіне бастадым былай айтқанда. Соны мойындадық. Сосын одан кейін де енді біраз енді отыз аяқ сылдырламай тұрмайды ғой, бірақ біз тағы да бір маңызды нәрсе айта кетейінші. Мынандай бір сұрақтар болды осы бұл оқиғаны қазір есіңе түсе ме, түспей ме айтайын. Брак деген сен үшін не дедің да жалпы? Сондай бір ментально бұл кісінің үндемеуі, екеуміздің сөйлеспей қалуымыз, ренжісіп қалуымызда негізінде ол да негізі еркек адамды андай выматывать етіп тастайды. Мен өзім іштей бір кезеңде жаңа эмоционально шаршап кеттім да ол нәрседен. Бірақ бұл кісі айтады, сөйтіп еркелікті сөйтіп көрсеткісі келді ме, мен білмеймін, сөйтем да, давай осы тақырыпты ашайықшы дедім. Кеңінен ашайық, отырайық, сөйлесейік дедім. Үндемей қоя салу деген, пожалуйста, бізде болмасын сондай ұрыс керісте дедім. Мәміле ғой, мәміле пайда бола бастады. Сосын сұрақ жауап қой. Тұлғалығына тиіспей, ақырындап сұрақ қоям. По факту сұрақ қоям. Бұл кісі маған жауап берді. Сосын мен айттым, жауап берді, до конца тыңдадым, одан айттым, брак деген мен үшін дедім. Ол түсінік, түсіну, ол қолдау, сыйластық. Барынша сыйластық деген сияқты ғой. То есть бізде андай тек бір жақты ғана болып кетсе де қиын, еркектерге де қиын. То есть мысалы әйел адам ол өзі оны түсінбейді, үндемей бұртиып жүре беруі да еркек адам негізі выматывать етіп тастауы мүмкін да ол үйде. Ол сол үшін үйге келгісі келмеуі мүмкін. Өзі түсінбейді, бірақ сыртта жүре бергісі келеді да сол үшін. Ол үшін ол аураны жасайтын, ол атмосфераны жасайтын ол әйел адам да. Негізі әйел адамның біраз әлсіздігінде де біраз кәдімгідей бір күшті алып күш бар да. Ол соны білсе, соны мойындаса. Сосын мен оны не үшін бастадым, не үшін айтып жатырмын. Мынандай нәрсе ғой. Ол тақырыпты айтады да, давай жаба салайық та, болды осымен жайт, мен бір еркелігім деп көре сал дейді да. Стоп, подожди, давай үйтіп жауып тастамайық. Давай осы тақырыпты кеңінен ашайық. Сосын айтамын, мен осындай нәрселерден шаршадым, осындай нәрселерге қайтып оралмасақ екен. Ол үшін біз не істей аламыз? То есть ортақ шешім ғой, сен не істей аласың, мен не істей аламын, екі жақтап. Сөйтіп екі жақтап бір жұмыс жасауымыз керек екенімізді түсіндік, мәміле қылдық, диалог құрдық. Сосын барып көп нәрселер жібіп бастады. Негізі сол ғой, негізі басында бізге де жетіспегені сол ғой, отырып сөйлесу, мәміле. Бір-бірімізді жаңа тыңдау, сөйлесе отырып бір-бірімізді тыңдау, және де содан бір жақсы нәтиже шығару. Мен де андай болатын, бұртиып жүріп алам, сөйлемей қойым, бұл кісі түсінбейді не үшін екен. Мен бұл кісіге ренжіп жүрім, бұл кісі келіп сұрамайды, неге мен жүрем, неге менен сұрамайды, мен осылай ренжіп жатырмын. Бұл кісіге жаңағы енді ер азаматтардың табиғаты бөлек, әйелдікі бөлек қой енді. Солай жүрдім. Кейін енді мен түсіндім да, одан ешқандай пайда жоқ. Сен одан ұтпайтыныңды, ұтылмасаң, одан ұтпайтынын түсіндім уақыт өте келе. Содан кейін жаңа қабылдауды айтып отырдым ғой, қабылдадым бұл кісінің кеш келетінін, өнер адам екенін, жаңағы минусы мен плюсы мен барлығын қабылдаған кезде өмір жеңіл бола бастады ғой мен үшін. Кәдімгідей андай бұрындағыдай бұртимаймын, ренжімеймін, маған жеңіл отырамыз да сөйлесеміз. Мен айтатын болдым, маған осы нәрсе ұнамайды, мен осы нәрсеге ренжіп қалдым. Давай отырайық, сөйлесейік. Екеуміз отырамыз, сөйлесеміз, ішіміздегін шығарамыз, мен шығарам, бұл кісі айтады деген секілді. Солай жаңағы отбасы сонысымен сақталып, күшті болады екен. Соның екі ортасында айтпаған дүниемді айта кетейінші, ұмытып кетіппін. Мынандай дүние болды да, сіздер пульт деп айтып жатырық қой, именно қыздар қауымы ше, сіздерде үлкен күш бар да, ол әлсіздіктеріңізбен негізінде күшті жеңе аласыздар. Қалай? Мен айтам да, оны бірақ еркекті мойындау керек. Сен деймін да, сен мені алдай салшы деймін да, кейде. Өзі айтады лайық қойды. Мен алдана салам деймін да. То есть до того біз сондай аяларға дейін де кеттік да, что сен алдай салсаң, мен намекті түсінем уже деймін да. Сен маған осылай пас бергеніңді продуктіге 500 берші деп. Жоқ, расымен сондай да бір тақырыптарға дейін барамыз, соны не үшін айтып отыр? Мен жалпы айтқым келіп кетті, айта салдым, кешірім сұраймын. Енді сіздер айтып жатсыздар ғой. Сіздер айтып жатсыздар ғой. Күшті алдай сал дейтін күшті лайф қой. Типа
жақсылыққа әйел адамның жақсылыққа баратын бар болса алдай сал. айлакерлігі күшті да негізінде. Әлсіздігі да оның. И сонымен ол алдай салса, оған көне салатын еркек болса, негіз күшті болады бәрі. Мәмілеге келеді. Менің айтқым келген, мысалы, сіздер 3 рет кездесіп үйлендік, біз ештеңе білмедік, 3 жылдан кейін барып біліп, жақсы болып кетті деп жатсыздар ғой. Негізі 3 рет кездесіп, 3 жыл жүріп те бір-бірін білмейтін адамдар бар ғой. Үйлене келе, кейін де әрең біліп, өздерін бәрібір қанша жерден сен... Маскала шешіліп па? Біз 5 жыл жүрдік деп ылғи айтамыз, бәрі біледі оны көрермендер, бірақ біз де сол бастапқыда 3-4 жыл точно дәл сіздердегідей болмаса да, біздің де өзіміздің ұрыс керісіміз бар, ол да реттелмеді. Бірақ соңғы 2 жылда біз барлығын айтамыз, біз көбіне шай ішуге бірге шығамыз сыртқа, немесе үйде көбіне шай ішеміз. Енді қызымызбен қалатын адам болмаса, үйге заказ береміз ғой. Сонда отырып аламыз да сөйлесеміз. Бұл 2 жылда пайда болған әдет. Бірақ сол сіздер сияқты мәміле ғой. Содан кейін барып түсіне бастады. Осының алдында 3-4 жыл бұрын итпен мысық құсап, қырылып, сен жоқ десең мен жоқ, анау ойбай қатты ұрсатынсыңдар. Біледі ғой? Мен ажататым, мен тұрмын ғана ерді. Дикон ұрмашы деп сөйтедім ғой, ер адам қойшы. Бекер видеоға түсірмаппын деші. Сонымен тұрып керек, саған сындырмашы, бау. Мен ұршы жансайды сөйтедім ғой. Бірақ сол мысалы, сіздердің де жағдайларыңызда, біз сияқты отбасылардың жағдайында да нақты жауабы тек мәміле, сөйлесу, шешу. Негізінде ғой, отбасылық өмірде сынақтар болады да, барлық отбасыда болады. Себебі ол екі жақта тәрбиеленген адам бірге бүйтіп бас қосады, бір-бірін тану, екі түрлі тәрбие көрген, екі жақта өскен. Менікі дұрыс дейді, анау жоқ, менікі дұрыс дейді. Басында жаңағы берілгін келмейді, бір іштегі бір эго болады, оның бәрімен жұмыс жасау керек. Соның басындағы Алладан келген сынақтардан, егер сен сүрінбей, абыроймен өтіп кететін болсаң, Алла өзі берері көп болады да, 10 есе прям керемет дүниелер саған артынан дайындап береді. Оны мен қазір көріп жатырмын. Басындағы қаттылық, басындағы сондай сынақтардан енді абыроймен өткенімізге Аллаға шүкір дейміз. Соның жемісі шығар деп ойлаймын қазіргі менің өмірімдегі бар болып жатқан жақсылықтар. Нұрекен тарапынан көрсетіп жатқан қолдаулар мен жақсылықтарды, соның жаңағы әр қиындықтың артынан жеңілдік болады дейді, сол жеңілдігі деп қабылдаймын да. Тек содан өтіп кету керек. Оны артқа қараған кезде сол сәтте ол бір шешілмейтін үлкен бір мәселе болып көріну мүмкін. Ауыр сол бір ұзақ созылатындай, жаныңа қатты сөйтіп батып, ұзақ сондан өтетін сияқты болып көрінесің. Бірақ ол негізі былай екен да, одан өтіп кетсең, артынан қараған кезде ол бір андай жай нәрсе сияқты болып қалады екен. Сол мен айтқым келеді андай көп отбасыларда андай болады да, бір-біріміздің адамымыз емес екен, бір-бірімізді жаңағы маған көңіл бөлмейді деген дүниелермен айырылысып кетіп жатыр ғой. Енді ондай нәрсе бізде де болды. Бізде де ерте екі жаққа кете салуымызға әбден болатын еді. Жаңағы ортамызда андай жоқ, мұндай жоқ, бір-біріміздің адамымыз емес екен деп. Біз бірақ енді Аллаға шүкір екі жақтан да жұмыс жасадық, ол сынақтардан шүкір өттік. Содан кейін қазір айта аламын да, что ол ажырасуға бір айырылысып кетуге себеп емес ол дүние. Просто екі жақтан жұмыс жасау керек. Сөйлесу керек. Айту. Нақты айту. Маған ұнамайды керек емес деген сияқты. Сол кезде барлығы шешіледі. Және де тыңдай білу керек. Жаңағы бір жақ сөйлеп жатқан кезде екі жақ тыңдай білу керек. Және бір-бірін тыңдамайтындар да бар ғой, ондай емесін. Керісінше тыңдап, содан жақсы нәтиже шығару керек. Мынандай бір жақсы сөз бар ғой, негізі. Мінсіз дос деген, ол доссыз қалады дейді ғой. Барлық адам кемшілігі бар ғой. Барлық адам кемшілігі болады. Ал негізінде жұптар түбі негізі дос болып келеді. Егер жақсы болып кететін болып жатса да. Бекерге досым демеймін саған. Жоқ, расымен негізінде ол досың болуы да керек. Өйткені өмірлік жарың, өмірлік серігің деген сияқты біраз айтылмаған құпиялар, сырлар айтылады. Басқа сыртқа да айтпайтын. Біз бүгін негіз барлық оқиғаны айтып тастаған сияқтымыз, бірақ айтыстадық па. Досым дейді. Мен кішкене андай көрермендердің ардында қысылып отырмын, бірақ соның өзінде кішкене айта алып жатырмын да. Қошемет жасап жіберейікші. Мен бірінші рет бұндай форматта жаңағы көп бара бермейді, сіздер енді екеулеп шақырғаннан кейін камераның алдында сөйлеген бір бөлек, енді көрермендердің халықтың алдында сөйлеген кішкене қобалжиды екенсің. Ойларым бәрі шашырап кетіватса кешірім сұраймын. Біліп отырмыз. Болған деші қазір. Болған. Қазір бояп жатыр, реставрация жүргізіп жатыр. Қалаға бояп алды жасыл түскен. Малярыңыз күшті екен.
маляр күшті болып тұр ғой. жаңағыдай ғой бір-бірлеріңізге сынақ емес, осылай тәрбие құралы болып келдіңіздер. Иә, мысалы осындай өткен. Мектеп бір-біріңізге мектеп болдыңыздар. Біз бір-бірімізді толықтыруға, жақсартуға, жалпы өсіп өнуімізге, тұлғалық жағынан да бір қалыптасуымызға, адами тұрғыдан қалыптасуымызға бір-бірімізге үлкен септігіміз көп деп ойлаймын. Бір-бірімізді сөйтіп, енді жұп болғаннан кейін солай болу керек та шығар деп те ойлаймын. Бойдаққа береді әртүрлі ғой жазған, бірақ айтыңыз, бірақ көкейде бір сұрақ. Жоқ, көкейде ешнәрсе жоқ, негізі ойын толыққан жеткіздім сіздің әңгімеңіз. Так, маған беретін советтеріңіз жалпы бойдақтарға эгоны тығып қою керек. бір жеріңе. Жоқ, эгоны тығып қоймау керек. Жоқ, ол сәл шығып тұру керек па? Эго дегенде негізі жақсы құрал ғой. Жақсы құрал, ол нәрсе болу керек. Ол нәрсе болу керек. Бірақ оны сен емденбеуің керексің да. Ол құдайдікі ғой. Енді психология тұрғысынан айтатын болсаң, сенде еш нәрсе жоқ қой. Сен өзің былай айтқанда, сен жоқ едің, ол бар етті ғой. Иә. Сондықтан енді екі адамның ортасындағы эго. Ну енді жердегі мәселеге қайт керекші дейші. Жердегі мәселе жерден шешілікші ағатай. Жоғыға кетіп қалай. Неғып жоғырға асық отырсыз? Ол жаққа дайын емеспін де шығар. Ол жаққа дайын емеспін. Жерді шешіп алайын. жоқ, құрсын. Барамыз ол жаққа, асықпай. Кеңес сұрап отыр ғой енді бойдаққа просто эго дейтін мәселе біліп тұрып, жаңағыдай көне салған, кешірім сұрай салған, ода тұрған, сен ұтылмайсың, мұрныңды ешкім кесіп алмайды, мойның түсіп қалмайды, басың салбырап түсіп қалмайды. Расымен де оны үйрену керек. Еркектер қарым-қатынаста эгоны, иә? Қарым-қатынаста эгоны басып үйрену керек. Жоқ, әйел кісіде оны бір әлсіздік деп те қабылдамау керек деп ойлаймын. Басынып, бұл үндемейді, мен осылай басына шығып алайын деген сияқты нәрсе болмау керек. Бәрібірде енді менің түсінігімде ер азаматтың сөзі ол соңғы болу керек мені үшін. Енді біздің отбасымызда. Иә, біз ақылдасамыз, сөйлесеміз, бірақ соңғы сөз Нұрекеде. Себебі ода береке бар. Жоқ, сенде ғой дейді да, жоқ, ер азаматтың шешімінде бәрібір береке бар да. Ер азамат бәрібір биік тұру керек. Ондай отбасыда береке болады. Жаңағы әйел билеп кеткен, әйел сөйлеп үйінде әйел басқаратын отбасы мен үшін енді мен түсіне алмаймын ондайды. Менің түсінігіме кірмейді ол. Мен өзім бұл кісінің қасында әлсіз сезінгім келеді. Осы жаңағы кісіге жаңағы иланғыңыз келеді. Иә, иланғым келеді деген әлі осылай алданып келдік. Ол мен үшін маңызды нәрсе. Пахат дейді, өзім ақша алып келді дейді үйге. Күшті ғой, өзі жұмыс жасаған жақсы көреді, таңғайдың жұмыс жасайды, содан кейін давай ақша тап дейміз онда. Иә. Бейдеп айтады ғой, маған осы келе жатқан кез көрікті айтып жатыр. Маған қатты жұмыс жасап кетуге болмайды дейді. Біз жұмысқа салып қойып жүру қосып мен көп ақша тауып семьяны ойлап балаларды асырамауым керек деймін. Сен жұмысың тоқтап қалады, әлсіз болып қалуы мүмкін. Мен мықты болып кетсем деймін да. Сондықтан сен мықты бол. Сен мықты бол, мен әлсіз болайын деймін да. Андай әйел адам психологияда жалпы бір психолог достарымыз бар, сол кісілердің айтатын еді баяғыда. Әйел адам егер қатты жұмыс жасап кетіп, жалпы ердің функциясын көп орындап кететін болса, ода не пайда болады дейді. Жалпы мужской стержень пайда болғаннан кейін ол нәрсе өсе береді. Өз байқамай қалады. Ер адам керек емес болып қалады. Ер адам керек емес болып қалады. Жалпы сол тұрғыдан жаңағыдай ғой, әйел адамдарға ақырындап алдап қойып, ерлерді лучше жұмысқа салып қойып жүрген жақсы да, әлсіз болып. Алдап сылдап, алдап сылдап. Алданатын еркектер болу керек бірақ. Алдануға көнетін десе. Сол дұрыс екенін мойындайтын. Мені кім алдайды екен? Алданбайды ол. Мен алдап кетпесем. Алдап кетпесем алданбайды. Білеміз ғой. Жоқ, күшті ғой, мысалы салған дұрыс сұрақ деп. Жоқ, конечно, оны мен білемін. Практика өткен азамат ретінде айтып отырмын саған. Иә. Практикадан 5+ алған ғой. Жоқ, мына жерден сіз мықты болып шығатын сияқтысыз, көптеген историяларды тыңдап жатсыз, өзіңізге алып жатсыз. Миы алжып кетті мына жерге. Не істейтінін білмей қалдым. Әр кездері. Әртүрлі айтады. Ақ компьютерларға қинап анау новый ойындар жаза алмай қиналатын еді ғой. Сол сияқты. Бәрі қалды. Любой жағынан білім бар ғой, любой жағынан. Қаншама адам келеді, расында әр адам әртүрлі оймен келеді, әртүрлі позициямен, әртүрлі керегін аламыз. Бірақ расымен әркім берме, керегіңді өзіңе керегін тиіп алып.
сөйтіп Жоқ, мысалы, тыңдай берме, біздікін ғана. жоқ мен кстати менің де Иә. кеңесім ол біреуге жарайды біреуге жарамайды сондықтан басқа отбасына келмеуі мүмкін да келмеуі мүмкін біздікі. иә сондықтан біздің оймен келіспей жатсаңыздар это норма это нормально Да. кешірім сұраймыз алдын ала егер иә келіспей жатсаңыздар Анау просто айтып отырсыз ғой жаңағы мықтылық ол күш береді ғой енді мықтылық деген сөз ол күш қой уверенность жаңағы ер адам да әйел адам да мықты болып кетсе екі мықты плюс пен плюс аккумуляторда да сондай ғой вообще біреу минус біреу плюс деген секілді сол үшін де ол жаңағы годами жиналып еркек сияқты болып кетіп бір күні ауыр сөз айтуы мүмкін ауыр шешім қабылдауы мүмкін да смена роли ғой былай Да, айтқанда да, роль да. ғой біз құдайға құлмыз қазақстанның азаматымыз деген сияқты ата анаңа баласың былай айтқанда бір Екі табиғат. перделер ғой негізінде да бізге ол көрінбейтін бірақ дегенмен сен сол рольді атқарып шығуың керек сен әйеліңе мысалға қандай да болады общий барлық бір кеңестерді да баласына айтатын ақылды досына айтып жатады ол келмейді ғой мысалы да досың ол сенің балаң емес қой деген сияқты да сондықтан әркіммен әртүрлі рольді сомдайсың сен бұл кісіге мен жұбы болуым керек жолдасы болуым керек опорасы болуым керек жауапкершілік алуым керек деген сияқты өзінің бір определенный рольдары бар да сол рольді атқарып шығуым керек мен анама баламын мен қанша жерден қазір әнші бол не бол 30-дан ассам да қанша жерден әнші бол қанша жерден той бол басқа бол да сен баласың по-любому баласың сен баласындай көріп тұрады сен оған сол рольді сомдауың керек сол рольді сомдауың керек сен барасың анашым расымен де одан ешкім ұтылмайды да причем ол наоборот сен плюс жақсы энергия күшті аласың мамаға бар там успешный еркек или толыққанды біреудің рөлін ойнап кетсең уже стык искра пайда болады так что Жоқ енді сен ол кісіге барып ол кісінің өміріне тек баласы ретінде көмектесе аласың ол кісіге не істеу керектігін сен үйрете алмайсың өміріне қатысты мысалы сіз былай істемедіңіз ба мен айттым емес пе сізге деп ол кісіге ұрса алмайсың да мысалы бізге былай айтатын жаңа бір ағаларымыз айтатын әке шешең сен араққа жұмсап жіберсе де дейді сен ол ісін амалының дұрыс еместігін біліп тұрсаң да қарсы шықпа дейді оған уф демеңдер дейді ғой сол андай нәрсе да сен бастысы жаңа рөлін сомдайсың болды әке сенің позицияң сол болды әке дейсің бірақ араққа бармайсың түсіндің ба рольді сомдайсың бірақ харам екенін білесің ғой ана зат істі жасамайсың арақтың иә істі жасамай ақ қой орындамай ақ қой бірақ ол кісілерге не керек мойындау керек баласының бала екенін мойындау керек болды әке сізге құрмет сізге ізет болды сіз айттыңыз мен қабылдадым алдыңызда тұрамын болды деген сияқты то есть сен рольді сомдау деген сол бәлкім сен оны айтқанын істемей ақ қоясың өзіңнің бір дегеніңді істейсің ол кейін барып бәлкім сенікі солай саған қайырлы екен солай дұрыс екенін түсінеді что араққа бармағанның түбі дұрыс екенін түсінеді ол кісілер кейін түсінеді бірақ ол ой әкең ауыз деп бір боқтап жіберуі мүмкін бірақ дегенмен одан еш нәрсе өзгермейді да болды әке сен главное болды әке сен позицияң сол ғой ана болды анашым болды әке деп комнатаға кіріп кетсем папа келіп тұр ей болды әке телефон шығып жатсың болды ғой әке жатсың ба шығып бара жатырмын әке хабарласамыз әке давай әке давай әке пока әке давай әкесі жоқ андай ғой шығып кеткен сияқты папа бір шаруаларым болып қалды мына жаққа кетіп қалдым деп алдап жіберсең бізде иә ой әке мынау дейді да екіншісін жұмсайды ол да ол барып келеді де Ол барып келеді. ол білімсіз Інім барып келеді жұмсайды. блин күшті сол ғой жалпы әр адам сол кезеңде өз рөлінде жүретін болса жалпы өмірде ауытқу болмайды деп ойлаймын ол адамның жалпы адасуы да басқа да жаңағы стресске де депрессияға өткенде деп ойлаймын тағы қайта айта кететін жағдай пингвин ана жалғыз өзі жүріп өліп қалды ғой барып қалды ма ол иә өліп қалды айналып жынды жоқ оны барлық бүкіл әлем міне сен қоғамнан бөлініп кеттің өз міненен болу керек анау оған құдай топпен жүру дейтін не салынған Иә. ол бөлек шықсаң өлесің дейтін екінші жағы бар да ол типа сен ешкімге ұқсамай сен өзің қуып жүре бер пингвиннің ішіне кіріп шығыпсың жоқ адамдар сондай тұжырым шығарып кетті арамызда отырған жалғызбайдақ сондай әңгіме айтып отыр бүкіл әлем солай шығарып кетті ғой типа міне ешкімге ұқсамауың керексің анау саған сол сен табиғи нен
тобырмен жүру керек, бірге жүру керексің, бірге жылы жатасың. табиғатыңа қарсы шықпадың Иә, ол тұрды, жалғыз өзім, так, попробуй деді. деді, иә. Кейін келеді, бір жерде 8 айдан алған ба бүйтіп. Сөйтіп өліп қалды, ал не болды? Не болды? Ой, ғой енді. Бұл әңгіме неге саған айтылу? Сен айтып атып, өзің айтып атсың ғой негізі, Иә. Жалғыздық тек Құдайға жарасқан. Иә. Ой, Мен қыздар. жаңағы мықтылық туралы айтып жатырсыз ғой, аға. Әйелдердің мықты болып кетуі кейбір кездегі ер адамдар шешетін ұсақ түйек тірліктердің дұрыс іске аспай қалуынан деп ойламайсыз ба? Мысалы, ер адамдар шешетін нәрселер болады ғой, кейде біз мән бермей қояды ше. Ол еркектер жауапкершілікті өзіне алмағаннан кейін, оның бір шешімін, түйінін шығармағаннан кейін, ол істі өзінің мойнына алмағаннан кейін, әрине ол әйел адам айналысып кетеді. Реттеп кетеді, Сол бәрін өзі. дұрыс еместік, дұрыс емес тірлік ол уже еркектен басталып тұр ғой өзіңде. Мен ол кезеңде әйелдердікі дұрыс емес деп айтпаймын. Оны жаңа жауапкершілікті ала алмаған еркегі басынан ең дұрыс емес. Ол солай қылды деген сияқты. Біз мысалы мамаларымыз реттеп кетеді ғой, папамыздың шаруасын ше. Бүкіл нәрсені шақырып, мал соятын адамға дейін тауып сөйтіп кетеді ғой. Соны мен ойлаймын, мә, ол сіздің жұмысыңыз емес қой деген сияқты. Сол себепті сондай нәрселер әркім өзінің сіз айтқандай рөлін біліп істей беретін болса, меніңше әдемі шығады. Иә, оның үстіне әйел кісі әдемі жаңағы көмек сұрай білу керек деп ойлаймын. Жаңағы өзі жүгіре бермей, ой ол жатады берсін, ой ол осы дегенше мен бірінші істеп қоямын. Мен бірінші істеп қоямын, ол істеймін дегенше деген сияқты. Мейлі 1 сағат істесін, 2 сағат істесін, ол ер азаматтың жұмысы болатын болса, алдап сен күшті істейсің, сен қолыңнан келеді деп жұмсасан, қойса болды. 1 сағат, 2 сағат өзі шұқылар, мүмкін істей алмаса, мүмкін соны істей алатын адам өзі шақырады деген сияқты ғой. Ол өзі соны жасайды. Қалада дәл қазір сіздер істейтін түк жоқ қой. Адамдары бар ғой бәрінің. Қазір расымен өмір оңайластырылған ғой. Иә. Бізде Нұрекеде уақыт жоқ, шақыра салайық да дейді. Мейлі шақыра салса, маған жақсы, тіпті шақыра сал, давай шақыра салайық дейді. Оны мен жасамаймын бірақ деген сияқты ғой. Иә, әрине. Сен де кейде тамақ жасамай донер набая шақырып аласың ғой? Иә, бізде солай жасаймыз. Мен тамақ істегім келмей тұр деп, онда заказ берейік деп заказ береміз деген сияқты. Донер набаяға бересіздер ме? Иә, біздің үйіміздің дәл астында бар. Күшті. Мен шынымен иә тамақ істемей қоя салам, Дикоға тамақ жасаймын да, сосын ақырын жұмысқа жіберіп жіберемін да, өзім отырып донер набая жеймін. Сондай бір секретім бар, кешір. Өзім жалғыз жеймін дейсіз ғой? Иә. Донерді жалғыз жеген күшті ғой, до конца бітіріп. Бірдеңе көріп отырып жеген. Жансаймен тамақ үшін невозможно. Берші, дәм көрейінші. Берші, Дико, берші. Мә, сен сонда маған заказ берген жоқсың. Бір тістейінші деп берекені алып қояды ғой. Мә, сен ертең өзің жалғыз өзің ішесің, мен отырып, мен жоқ жерде. Көреміз, сағынасың ғой. Так, мынаны 2 рет айттық, енді неше рет айтуымыз керек? Бұл айтқыза береді. Донер набай. Аша түсін ма қарашы? Ситуация. Күшті мә андай. И қиыншылықтар қорықпай, кәдімгідей қиыншылықтар қателігіңізді мойындап, осындай болдық, осындай қызуғанды болдық, жас болдық деген сияқты қабылдап, содан решение тауып, бұндай нәрсені көбісі айта бермейді, жасырып қоя салады ғой. Бізде бәрі күшті, ой, бір рет болған деген сияқты. Кәдімгідей толыққанды, соны решениесімен айтып тұрсыздар да, детально тоқталып. Это прикольно. Жаңағыдай ғой, бірақ түбі алып қарайтын болсаң, барлығымыз қателесушіміз ғой. Түбі өлеміз ғой негіз. Түбі өлеміз дегеніңді жақсы. Ойлашы, братан, сен өлесің. Мен де өлем, ойлашы. Бәріміз жоқ боламыз. 100 жылдан кейін. Неге сен сондай әңгіме айтып отырасың? Зато күшті. Мен еске алып отырамын деші. Еске алып отырайық десеңші. Кешірімді боласың, біреуге же, ай, ладно деп қарай саласың. Ойлашы, сен болмайсың. Ондайға жақсы. Пессимистсің сен. Наоборот, одан мотивация тауып отыру. Біреуге ренжімеу, біреуді кешіре салу деп. Екеуін де өлесіңдер. Рахмет. Жыбы. Рахмет. Жоқ, ұзақ жасаңдар. Бір 101 қалай, жете ме 101? Үйтіп аз айтпашы. Маған бір 92 нормально. Шектемеш. Шектемеймін әрине, бірақ қойшы сондай әңгіме болма. Мен Назеркеге сұрақ қойғым келіп отыр. Назерке, Нұржан аға қандай күйеу бала? Күйеу бала? Иә. Онша емес, кстати. Ерке. Білем, мойындаймын. Ерке күйеу бала деп айтуға болады шығар. Тек той болған кезде бір... Бұл кісі енді өнер адам болғаннан кейін андай жоқ. Барып кел, шауып кел, ана тірлікті істе, мынаны істе деп. Ондай емес? Нормально. Біз жақта ондай емес енді. Қонаққа барса, қонақтай жаңағы күтіп, ана не сөз бар еді ғой? Пайғамбарда күйеу баласын сыйлаған деген секілді. Сондай төрге шығарып, сыйлап, сөйтіп шығарып салады ерке. Мә, төрге күшті қып сіздер сыйлап шығарып салады. Біз ше шай құйып отырамыз столдың төмен жағында.
деп сөйтіп нұржан аға айтып отырсаң сол мен аяп кеттім кәмжан саян ше. жоқ ондай менде енді ондай өмір емес, дегенмен келіндердікі сол ғой, енді сіздердікі прям күшті шығар. әр өңірде негізі әртүрлі сияқты. Кейбір өңірде мысалы күйеу балалар кәдімгідей ошақ басында жүру керек, қолға су құю керек деген сияқты. Қателеспесем солтүстікте мен прям солай күшті ер естігенім адамдар бар. жүреді дастархан Иә. басында. Галаға солтүстіктің қызын алып берейік. Давай. Көргім келеді сенің. Көргім келеді сенің. Ыдыс жуып. Жоқ, мен лояльныймын ғой, мен Ливонияға. Жейін ағаныңды. Жеңге деп қол тұрып келіп кіріп кете бересің ғой. Қой ма? Қой соям. Просто бауыздап берсе болды. Ана өлгенін қарай алмаймын. Бірақ ол да өледі. Басы қақпаймын мынаны. Қой да өледі деп отқаным ғой. Кет шығар. Қашан соңғы рет еске алдыңдар айтшы өзіңді? Кім? Сен мысалы. Мен әрбір кез келген бір сәттерде ойыма түседі ол, бірақ сен ұқсап ойлаймыз бәріміз. Сен де өлесің деп отырмаймын мен үйтіп. Адамға келеді ғой енді ол, жатарда ұйықтаған кезде өзі ойланып кетесің. Еще айтпай келеді білесің бе? Қоймай ма еще? Ең опасный. Сен бар ғой ең несі, бірақ ең ауыры білесің ба, отбасылы болған кезде бала шағаң үшін ойлайсың. Сендерге уже өлім басқаша елестейді. Андай. Жоқ, ауыр ғой. Жоқ, еще больнее. Сендер талпалып өлесіңдер деп отырсың ба? Жоқ, мен оны кәдімгідей не қабылдаймын. Сен ауыр екенін ақыры сөйтіп отыр екен, сен өлгенің бәріне проще бар ғой. Жалғыз өзің кетесің. Жалғыз өзің, Иә, жалғыз өзің. Артынан ешкімді ойламайсың деген сияқты ғой. А отбасылы адамдардың бала шағасы бар, ананы ойлайды, мынаны ойлайды. Ипотека бар, анау бар, бәрі. Иә. Мен жүк болмай кетемін ба қазір? Тема ғой. Еще өзі бүйтеді ғой. Аға Назерке бүйтеді, мен ертең кетіп қалсам сағынасыңдар ма мені? Неше күн ойлайсыңдар мені? Неше күн жоқтайсыңдар деп ше. Список жазып жүрген ғой. Жиі айтатын. Сендерге ренішім болған емес. Жақсы дос болдық деп өстіп қоштасып отыр. Мен арамда сондай нәрсе соғып қалады. Ұстаған кезде просто ойланып тұрамын да. Естисің ғой, бір видеодан көріп қаласың да, анау мынау болып отырады. По идее өлеміз ғой, так, ана кімге ренжіп жүрмін? Ана, так, не үшін ренжіп жатыр? Звондаймын сосын, брат, ренжімеші. Бірдеңе болып қалса андай мындай. И ыңғай. Сен ренжіп жүресің да, сен кешірім сұрайсың ба? Не істейін, не өкіт? Жоқ, типа, мысалы, біреуді ренжітіп алсам, ренжітіп алсам, или просто упоминание ретінде вообще в целом ризамын деген сияқты моментін ыңғайын тауып тығып жіберемін, короче, андай қайғырмайтын моментте ше. И сөйтіп кішкене нені ішті тазартып отырғанға күшті, короче, арасында ішті бір тазартып алып. Мен, кстати, бір тоже осы жақын арада көп болған жоқ, 3-4 күн болған шығар. Бір дос балама бір отказдар жасап жүргенмін ғой өзі. Бір не жасады, бір өтініш жасады, бір өтініштер ыңғайсыздау болды сәл. Мына жақта жоқ деді, мына жақта жоқ деді. 3-4 рет жоқ дегенге сәл кішігірім ренжіп қалған сияқты болды. Сосын енді Рамазан айы ғой, кешірім айы ғой. Сосын бірінші күннен бастап ойымда тұрды ғой. Осы айда кешірім сұра деген өзі болады андай бір. Иә, белгілері болады. Жасамағанша ойымнан кетпейді да, миымда груз болып тұрды да. Осын бір босатайыншы дедім да, расымен братымнан жаңағы кешірім сұрап хабарласайыншы деп жазып едім. Мә жеңілдік қалды мә. Да, ол қабыл алды ма? Жеңілдедім, екіншіден оның да позициясын көрдім, естідім, тыңдадым. Расымен 5 күн жалғанда бір-бірімізге андай ренжіс, андай груздар артып, арқалап алып жүреміз да. Кешірім сұрай саған, мен өз эмоциям жеткіздім. Проще ғой. Проще, намного проще. Сен жеңілдейсің, ол жеңілдейді. Бәріміз таптық. В итоге ренжіп қалған ба екен негізі? Негізі сәл бар екен. Бірақ ладно деп, то есть уже нормально, брат, деді да, кәдімгідей груз души кәдімгідей. Түскендей болды. Осы сәтті пайдалана тұрып кешірім сұраймын сізден, братан. Естішті. Қап-қарашқа дедім, қап-қара, ана приколдар болса кешірім сұраймын, братан. Хайбаттап қойып пен кезінде. Мүмкін, болып қалуы мүмкін. Мен де кешірім сұраймын егер. Кешірім сұрайсыз, шуткалар онша емес, ау-мау дейтін әңгімелер болады. 91-нан кешірім сұрау керек, талай әңгіме. Кеше Батырдан сұрадым кешір, Закқа жолу керек. Жеңге ренжіскен жоқпын ғой, нормально ше. Тараздықпыз ғой енді кешір. Екеулерін ладно енді қарайсыңдар ғой. Құдай кешірсін сендер. Сендерді Құдай кешірсін. Сендерді Құдайға тапсырдың. Көреміз де, бәріміз жиналамыз өргенде сөйлесеміз. Жо, ризамын, как дос ретінде, партнер ретінде. Сен не оқыт? Батада отқан сияқты оқыт. Өз батқан несін өз шыға алмай жатыр. Қояқшы бұл тақырыпты. Күшті зал екен, стендап осы жерде өтеді негізі. Бұл жерде стендап өтеді. Бұл жерде кавер әндер айтылады. Кстати, сіздің жаңағыдай лайф әндеріңіз, мысалы, әлі шықпаған әндер болады ғой? Қыдырып жүрген соны осындай жерлерге келіп тексеруге болады. Ну, андай шықпай жатқанын
алдында кімдер біреулер келіп істеуші еді ғой шықпаған әндерді тексеріп алады өзі сезініп алады прогон ретінде. иә прогон ретінде Иә. сол жағынан тоже бір лайф кештер өткізуге болады етілші То есть бэндпен кәдімгідей ыңғайланыстырып иә неше аршаттар концерт беріп жатты иә постоянно иә бұнда Көп үнемі әншілер сондай болады, әртүрлі жобалар өтеді. Сіздердің қазір 3 балаларыңыз бар ма? 4 төрт аллаға шүкір иә. үміттіліміз. бір біріңізге ренжіп жүріп төрт бала туып алыпсыздар иә Бесіншісі десем бұл кісі шошиды ай деп сәл. Сіз өзіңіз балаға қарасасыз иә? Жоқ, қараспағаннан кейін бесеу Соған болып тұрмын ғой. Өзіңіз тумағанын айта береді екенсіз да. ана өзі тумағаннан кейін бәрібір деген сияқты Жоқ, бәрібір мен болып тұр ғой. кейін процесстерін бүйтіп бестеймін ғой оңай емес негізі адамнан адам шығару оңай емес қой. сол Бұл кісілер негізі Сол ғой деп. адамға адам салу оңай әйел адам болып дүниеге келген ол уже мен ол жағында енді қабылдадым Батыр кейде ана қызығатынмын түнде кезекпен қарайтын жаңағы шомылдыра салатын Сондай еркектерді балабақшаға апарып алып келіп ойнатуға балаларды алып кететін ер азаматтарға қызығатынмын рилстарды жіберіп отырасыз ғой бұрында жіберетінмін бұрында жіберетін. қазір қызықпаймын қабылдадым себебі табиғаты сондай деп қабылдадым оның ренжіп берген не істеймін енді оны өзгерте алмаймын себебі табиғатында ондай нәрсе жоқ Назерке мен уже өзім қабылдап қойғанмын да ондай болмысымды ше. табиғатында болмысында жоқ болғаннан кейін оны қалай бүйтіп текке ұрысып қаласың содан кейін қой дейсің арасында енді кішкене балаларға көңіл бөлейік деп бүйтіп не қыласың бірге шығамыз көңіл бөледі үйде еркелетеді бірақ енді андай жоқ түнде қарайласу шомылдыра салайын кішкене отырайын табиғатқа қасында шығып кететін сияқты ол енді бір болып кейбір ер азаматтар бар ғой бір 2 сағатта бар ондай мен жолдастарым бар мен соларға балаларын. қарап тамсанамын наоборот. То есть мен қызығамын бір жағынан бірақ мен өзім ондай емес екенмін іштей бір 5 минут отыра алмаған балалармен сіздер жібересіз мына жігітті қараңызшы баладан қорқа ма білмеймін 5 минут отыра алмайды ебін баламен таба алмаған шығармын бәлкім мен білмеймін жалпы табиғатым болмысым сондай деп қазір ақталамын ба бірақ дегенмен мен қараймын мен тамсанамын расымен ана мен протестую мен мысалы Дәулет Бижанов деген досым бар білеміз ғой Дәулет Бижанов иә түнгі студияда сол досым мысалға айтып отырады балам таңертең оятып алды мені анасы жаңа оқуға кетіп бара жатты или там жұмысқа кетіп бара жатты да мен өзім тұрып соны тербетіп ұйықтағанша 1 сағат жүрдім дейді да қолына ұстап мә ана оқиғаны қызығамын то есть ұнайды маған ана көріністі елестеттім да мә қолына өзім баласын алып күшті ғой деп ше 3 баламен 3-4 күн қалатын да достарымыз бар ғой келіншегі басқа жаққа кеткен кезде 3-4 күн балаларын қарап тамақтарын беріп жуындырып қалатын сіз Нұрекеде енді ондай жоқ қабылдау кеші мойындау кеші біз расымен барлығымыз әртүрліміз ғой әртүрлі баланы қарайды тамақ ұнатуымызда біз рецепторларымызда әркімдікі әртүрлі просто қорқады баладан қорқады Иә, жалғыз қалуға иә құлатып аламын ба деп қорқамын иә ұйықтата қалай емізеді өзі жүгіріп жүрген балалардан қорқады қала алмайды сөйтіп ақтап алмасақ енді білмеймін басқа қалай Аузың ұйып біраз қалған жоқ еркектерді ақтап алып отыр жоқ ағамның басқа даже мен ақтай алмай отырмын деп бұл андай нәрсе емес қой бұл ешқашан болмайды емес дейтін нәрсе емес қой может күні ертең өзгеріп кетуі мүмкін может 5-ші балада аға жоқ бәлкім солай бәлкім 50-ден асқаннан кейін 40-тан асқаннан ойбай 50-ден асқаннан кейін тумаймын кетші жоқ Назерке былай істейік 50-ден асқаннан кейін 20 жасар бала немерелеріме қарамасаң жоқ немерелерімді қарайтын шығармын может Назерке былай условия қойыңыз 5-шісін хорошо только өзің қарасаң деп айтыңыз может иә онда болды ғой 5-ші жоқ қонды өзіңіз қарасаңыз 5-шісіне болады өзіңіз қарасаңыз онда тумай ақ қой бесінші дейсің дұрыс негізі жансайып араласпай қойып келісіп қойғанбыз пожалуйста араласпай қойыңыздар ол жаққа өзара шешіп алғанбыз десек жоқ негізі сіз таза советский папа екенсіз жоқ жоқ иә сондай біз бөлек бір мемлекетпіз ғой негізінде ол жақта өзінің заңдары болады иә КНДР деп ше жоқ дегенмен бір айта кететін дүние бар білмеймін оны да бір ортаға салайық талқыға салайық иә күшті бір бала асырап алғымыз да келеді негізінде оған бірақ білмейміз біз өзіміз әлі жаңа үйленген сияқты болды біз бір-ақ рет үйлендік бірінші рет үйлендік жауапкершілік қою үлкен жауапкершілік екенін сезінеміз бірақ бір асырап алып ол да андай жақсы істердің қатарында ғой то есть сен аласың бірақ ана туған балаларымызға қарағандай қарай аламыз ба қарай алмаймыз ба сол жағынан бүйтіп ана пока бір елестете алмай жүрік та даже бірақ ой болған давай 5-шісінен бастайық сөйтіп бір қыз асырап алайық
не только мен ол ой туып тұрмысқа жатса да, ол шықпай жағын- тұрған кезде келген айттым ғой стикерлерге жазамын деп Өзінің мен осынша қиялдарында балам болады. болады осынша бала асырап алғым келеді деген сияқты негізі ол менің ойымда бар нәрсе енді тоже алладан шығар деп ойлаймын ол белгілерде бірақ білмейміз иә, кішкентай соңғы жылдары бөпені асырап алсам жақсы бәсеңдеп көріп қалды кететін негізі. сияқтымын бұрын жиі айтушы едік осы нәрсені иә жиі айтушы едік соңғы кездері бұл тақырыпты қозғамай жүрміз деймін да жалпы екеуміз бала асырап алу возрасты маңызды ма? менше мен жараймын ба деші 30 жасар что-то. келін алып келемін сіздерге деші дайынмын келін алып келемін Жұмысым уже бар. шөбере немерелі боласыз Папа, жұмысым бар. Ауыртпа жасамай бөлек бөлек тұрамын. кетеді сразу Жақсы ниеттеріңізге жетіңіздер әрине. Иә. Әмин, Адам әмин, адамға рахмет. себепші, адам адамға ангел ғой. сол ғой бәлкім енді мен кішкентайынан асырап алсам жақсы көріп кететін сияқтымын бауырыма басып енді ол үшін үйдегі балалар да дайын болу керек та мен осы Иә. жақында естіп қалдым жаңағы бір отбасыда үлкен екі қызы кейінгі асырап алған ұлды андай қылып қарайды екен біздің қанымыз емес біздің бауыр иә бөледі екен біздің бауырымыз емес Опасно, опасно. деген сияқты бөлу бар екен соны естіп қалдым да мә деп ойлап қалдым біз балаларды ойламаған екенбіз ғой деп оған балаларды да дайындап соған мейірімді етіп өсіру керек шығар деп ойлаймын ондай ой болатын болса ше то есть андай бір сұрақтар бар да екі ортасында сен оның қай возрастында қай сәтінде қай жасында айтасың оған сен сол жалпы қиын жасың маған асырамысың маған біріншіден. жүрегім ауырады Ол, то ондайға есть менің норма ретінде қабылдап оған то есть біраз айту керек дейді айту ғой керек негізі сабақ өту керек оған да былай айтқанда это нормально біз сені осознанно өзіміз 4 баламыз болса да сені асырап алдық сен қоғамнан ешқандай то есть кем емессің ешкімнен артық емессің ешкімнен кем емессің деген сияқты то есть ол қай сәтте айтылады біріншіден мен мысалы мынандай да нәрселер бар нормально ең мен бір көрген отбасы ол Айдын Рахымбаев бе групптың басшысы білесіздер ғой сол кісіден бір инстаграм көріп қалдым асырап алған екен бір кісіні ол кісіден наоборот туған өзінің балаларында бірлік пайда болған екен да ана не то что ана наоборот жаңадан келген балаға көбірек көңіл бөлу көбірек соған сыйлықтарды беру деген енді ол жалпы отбасы енді бар отбасы ғой ол кісі енді баршылықта өсіп жатқан бала шағалар ғой ол жақта ол түсінікті бәлкім соған жетсін жалпы көп балалар бірақ андай қызғанушылық туғызып қоятын болса қиын иә сол жақтарын ойлайсың да наоборот екі ортада бір тыныш отырған өзі 4 баламыз бар негізі и так та біз қазір көп балалы отбасыға жатамыз ғой негізі то есть аз емес аллаға шүкір иә 4 баламен көп балалы жатады екенбіз бірақ дегенмен біз андай ғой то есть егер ала алсақ ол жауапкершілік үлкен жауапкершілікті ала алсақ мүмкіндігіміз жетсе сондай да бір тәрбиелеу керекпіз ғой енді балаларға да өзіміз де соған андай көрсеткіш болуымыз керек деп айта алмаймын негізі сол қиын болады сияқты бір жағынан несі мына төртеуіне күшті тәрбие беріп жатырмын деп мысалы сіз айта аласыз ба мен туралы енді барынша тырысып жатырмыз ғой енді өзіңді тәрбиеле дейді ғой біз өзіміз негізі көрсеткішпіз ғой балаларға уайымдайсың алаңдайсың балаларыңды бірақ енді барынша қолымыздан келгенше тәрбие беріп жатырмық деп ойлаймын енді кейде кіріп кетемін мен андай мен не істеп жатырмын қалай болып жатырмын қалай тәрбие беріп жатырмын ба дұрыс жасап жатырмын ба неге ұрыстым өйтіп ойлай берсең кете бересің өз өзіңді жей бересің да сондықтан дұғадамыз енді балаларымыздың жақсы болып өсуіне біз енді жаман іс-әрекеттер көрсетіп жатқан жоқпыз оларға жаман қырларымызды бір ұрысқанымызды көрсетіп жатқан жоқпыз барынша енді бізден жақсы жағын алса екен дейсің ғой балалар иә әрине суши болады ойбай іше беріңіздер айтпаппыз да ғой сынбайды екен да просто әлі зиздавать етіп жүр болды oradan зиздавать етуді қою керек қой oradan болды неге жастарға берсе зиздавать етуді сол ғой Назерке Нұржан аға романтик па десең ба жоқ қатты романтик емес креативный ма может сыйлықтары қандай бұл кісінің қызық деп сондайға кіріп кетсең жоқ жалпы ол енді кісі айтады сен өзің ала берші ақшасын жіберемін дейді мен айтамын оның дым қызығы жоқ қой ну иә сұрап аламын намектап дым қызығы жоқ оның қазір уже сұрап аламын десе қатты ондай романтик деп өзі ақшасын берсең өзім аламын деп өзі айтады негізі біріншіден романтика понятие растяжимый нәрсе ғой романтика мысалы мынаны өзі құйып беру романтика мысалы мен үшін деген сияқты ғой сенің романтикаң қандай жоқ вот деген сияқты ғой
мысалы шы арзан иә ол романтика. әркімге әртүрлі сваркіленбейтін романтикалар бар мысалы енді андай бүйтіп гүл әкеліп бүйтіп скрипка ойнайтын ондай романтика емес енді Ондай біздікі де, оны ешкімде жоқ сияқты сол Назерке. Ол тек кинода ғана сияқты ма? Иә. Өзіміздің арамыздағы бір сол романтика деп санайтынымыз бала шаға бәрі ұйықтап қалған кезде отырып екеуміз әңгіме айтып шай ішуіміз Осы донер жеуіміз кухняда отырып сол заказ беріп осылай тамақ ішіп отыруымыз соның өзі бізге романтика қазір екеуміздің жеке екеуміз ғана болып бір жерге шығуымыз баруымыз романтика бізде бүгін қазір романтика күні негізі иә екеуміз ғана жоқ расымен түсірілім ол сылтау ғой түсірілім деп сылтау барып шығып кеттік Дальше больше дейсіз ғой. дальше больше деп тұр жалпы Өткенде бізде қонақта өнер қырандарындағы Мадияр аға мен Дана әпке болды да. мен көрдім. Ол кісілердікі де романтика дейтін емес, бірақ жаңағы Мадияр аға айтты да, қырдың гүлін теріп алып келеді екен келіншегіне. Ал Дана әпке мен романтикалық кеш жасаудан енді мастер екен ол кісі. Ол кісі қудыртып өз бірдеңе бір нәрселер жасайды екен, мәке оған жоқ екен. Соны айтады, мен өзім арланбаймын, қудыртып ана свинина тығып қояды сөйтіп айтып жатыр. Соны біз ойлағанбыз, сіздерде қандай бір өзгешелік бірдеңелер бар ма деп. біздің сол жаңа романтика жаңа сіздердің ар жақ бер жақтарыңызша сіз айтып отырсыз ғой жаңа үйге заказ беріп тамақ береміз деп кейде сөйтіп өзім бір болып қалады сондай бір кештеріміз обычный кештер кейде бір романтика болып кетеді ғой оны бір арнайы бірақ бір кешке бір дайындалмаймыз шын айтқанда 8 марттың өзі гүлінің өзі кәдімгідей бүйтіп кейде жырмен келетіні бар да ондай бүйтейік Кейін осыны бар ғой, кешір сөзің бөлгеме. Кейін осыны мысалы біздің балаларымыз көріп бар ғой, мыналар бастарын қақпай ма, ұйықтатып тастап, неге шай ішеді дейтін сияқты біздіңше жатқызып тастап мына бастар істей ма деп. ондай бүйтейік мына шығарылым шығады ғой алла жазса осы шығарылым шығады осы шығарылым шыққаннан кейін бір аптаның ішінде сіз сториске романтикалық бір кеш жер сондай бір не сізден күтеміз О, давайте мен қарсы сен неге бір нәрсе іліп жіберіп отырсың камераның алдында салу керек сториске отчет салу керексіз өз қолымен жасауың керексің ғой Сіздер махаббаттарыңыздың нығаюына себепкер болыңыз. бір публикация күтеміз онда тредстан ба тиктоктан ба инстаграмнан ба Сторисқа салып күшті уәдемізде тұрдық деп белгілеп қойсаңыз әдемі. косякқа тығып қойдым бір адамды жүзден ғой жүзден значит жүзі болды ғой маған ойнасаң жүздемен жүздуха уже сатып кеттік вот сізді солға біз бір жақ болып отырайықшы бізде Жақсы жігіт екенсің, маған да бер ұнаватыр жақсы жігіт екен бөлек отырайықшы өзіміз десе сен мәселені түсінбей қалдың нені бұл өзі негізі жеңгесіне гүлін алып келіп сөйтіп күтіп алу керек еді саған өз себеппен келу керек еді бағдарлама біткен жоқ қой маған әлі. іліп жіберіп отыр ғой сен сол алданып қалыпсың ғой дайын ғой бізде дайын ғой қазір маған донер береді ғой соның өзі жетеді маған донер гүл болып тұр ма иә гүлден де Мынаны букет қыла салшы. как раз келіп тұр ма Шағын бістіре салады да. үшінші айтылуды өзім Одан қозғадым күшті алып келдің мына екі интеграцияға кесіп қойған дойланасың ақырындап кесіп алғанбыз жеңге бір ай лимит мен атымнан кетті так бүгінгі шығарылымнан түйін иә Түйіндер. ешкімнің кеңесін тыңдамаңыздар керегін алыңыздар айтылған советтің керегін алыңыздар екінші түйгеніміз кез келген нәрсе жаңағыдай идеально бола бермейді ең бастысы қателікті түсіну мойындау ең бастысы жұмыс жасау үшіншісі жаңағыдай мәміле келген жағдайда төртіншісі донер на абай донер жеп тұрыңыздар иә донер жеп тұрамыз бесінші публикация күтеміз романтика күтеміз сосын барып кездейсоқ танысудың өзі үлкен бір бақытқа алып келуі мүмкін кездейсоқ емес жаңағыдай 3 жылдап 4 жылдап жүргеннің өзі адамды танымау мүмкінсің сондықтан ешқандай бір бекітілген формула жоқ әркім қалай тағдыры жазылады қалай сезінеді әркім өз таңдауынан решение шығарады вывод шығарады деген секілді так что сол онда формула жоқ Енді онда ол кісілердің өздерінің бір түйін тұжырымдарын сұрайық сіздерден. Жалпы бұл жобаға келген адамдар кез келген өзінің өмірден отбасылық қарым қатынастан түйген бір лайфхак кішігірім сыр маған мысалы айтатын кала я тебе советую деген сияқты маған не совет бересіз айнаға қарап тұрып айтасың ба сонда өзіңе мынандай ғой кез келген адамға жастарға көрерменге мен айтар едім негізі қазір өте бір кеңес беру де өте қауіпті деп ойлаймын өзім ше өйткені әр адамның
жаңағы тағдыры бар, өмірі бар, әркімдікі енді бір біріне келмеуі мүмкін да, сондықтан кеңес тыңдаудың өзі де қауіпті да. Бір кеңес бере алмаймын. Бастысы мына қағиданы ұмытпасақ болған шығар деп ойлаймын. Әр адам қателесуші. Мейлі ол еркек болсын, мейлі ол әйел адам болсын. Ата-ана болсын. Күнә бір жақтан болмайды. Бастысы әр адам өзінің қателігін уақытында мойындап, сол тәубесіне келген адам шығар деп ойлаймын. Ары қарай мәміле керегі. Жақындарыңызбен жақсы мәміледе болыңыздар. Болмаса айтарым. Назерке, сізден? Бұл сұраққа білмеймін, енді мен де сол Нұрекенің сөзіне қосыламын. Енді бүйтіп кеңес айтатындай, ақыл айтатындай жаста дейін ба, ондай жаста емес секілдімін. Енді әлі де үйренеріміз көп. Бәріміздің бойымызда сол кемшілік бар, бірақ сол адамды барынша кемшілігімен, минус плюсымен қабылдай білу. Қабылдаған көп нәрсе негізі қасарыспай қабылдай білсең, өмірің жеңілдейді. Енді менің өмірлік тәжірибемде солай. Қабылдаған сәтімде көп нәрсені маған жеңіл болды. Бастысы сол, бір жаңағы волнада бақытты болып өмір сүру. Ол енді күнделікті жұмыс, екі жақтық жұмыс. Айтпаймын, оған әйел адам ғана жауапты, әйел ғана тырысу керек деп. Ол ер азаматтарға да қатысты. Екі жақтап жұмыс жасаса, екі жақтап бір-бірін тыңдай білсе, сол отбасы мықты болады деп айтар едім. Екі жақтық жұмыс. Екі жақтық, жұмыс, Рахмет көп-көп. Шақырғандарыңызға рахмет көп-көп. Алтыншы нәрсе ұмытып кеттім. Бәріміз өлеміз. Кетші. Көп рахмет келгендеріңіз үшін. Өте әдемі, әсерлі әңгіме болды. Уақыттарыңыз бөлгендеріңіз сіздерге рахмет. Көп рахмет ұлдар келгендеріңізге. Сосын барып андай каналға тіркеліңіздер, YouTube көріңіздер, каналға тіркеліңіздер. Пікір қалдырыңыздар, сосын жеке-жеке Инстаграмымызға, TikTokымызға тіркеліңіздер. Біздің шағын сыйлығымызды ала келсеңіздер. Жеңгеме, жаңағыдай кішігірім. Жаңа айт. Сен не қылмаса алдын ала. Оның өзінде де. Қандай әдемі. Баршаңызға рахмет ұлдар, қыздар, келгендеріңізге. Сау болыңыздар.